қазақ тілінде ойын еркін жеткізетін психиатр маман кемде кем. Аутизм деген не? Мидың дамуының ерекшелігі. Негізі аутизммен жұмыс істейтін маман ол тек қана психиатр. Невропатолог, логопед ондай емес. Псевдоаутизм деген диагноз жоқ. Енді ата-ана көбіне сол информациядан қашып, иллюзияда жүреді. Аутизмі бар балалардың бәрі сондай бір дарынды, бір жаңалық ашатын балалар бола ма? Енді этикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, негізі олай айтқан дұрыс емес. Лондонда нақты балалар психиатры жетіспейді. Сіз психиатрдың приемына келу үшін сіз 2 жыл лист ожиданияда күтесіз. Өкінішке орай біздің мемлекетімізде аудит жоқ. Өз баласына көмектескен ата-ана басқа балаға көмектесе алмай ма? Сол диагноз. Әр аутист әртүрлі. Сол үшін ол спектр деп аталады. Вакцинаға, диетаға, ішекті емдеу керек деген дүниелерге негізі аутизмнің қатысы жоқ. Әрбір үшінші отбасыда болу мүмкін дегенге келісе алмаймын. Телефон қарауы, мультфильм қарауы аутизмді шақырады деген ол сәйкес келмейді. Кейбір ата-аналар келеді, 2 жасынан 4 жасына дейін бір күнде 20 таблетка берген ата-аналар бар. Сіздің балаңыз ол лабораторияда қоян емес қой, әр нәрсені бір беріп көре береді. Мысалы, маған осы сөзді айтты. Жылағым кетші осы сөз. 20% аутист өкінішке орай мүлде сөйлемейді. Әрине, сіздің балаңыз ондай емес қой. Бұл біздің бала. Тұратын 24/7 сол баламен айналысатын біз. Мысалы, аутизмі бар адамнан дені сау бала дүниеге келе ме? Бар ма сізде мысалы? Армысыз көрермен, сіздердің назарларыңызда кезекті сұхбатым. Бүгін менде қонақта көптен күткен маман, психиатр Ильяс Диярұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Мен ата-аналарда көп күтті, мен де көп күттім. Өйткені қазақ тілінде ойын еркін жеткізетін психиатр маман кемде кем, саусақпен санарлық. Әдейі іздеймін мен. Қазақша сөйлейсіз бе деп психиатр десем, жоқ, мен ойымды жеткізе алмаймын деп бірден айтып жатады. Я болмаса мен тек орысша деп. Сондықтан сізді көрген кезде қатты қуандым. Рахмет көп осындай подкастқа шақырғаныңызға. Енді шетелден алған білімімді Құдай қаласа осы подкастта барлығын тарқатып бөлісіп берем деген ойдамын енді. Ильяс мырза, сізге мен баламды апарған кезде 2,5 сағат консультация өткіздіңіз, бақыладыңыз. Риза болдым расында да. Өйткені көп психиатрға айлап жазыласың, күтесің. Одан кейін түскеннен кейін 25-40 минуттың көлемінде, я болмаса бір психиатр тіпті 5 минуттың көлемінде шығарып жіберген бізді. Қабылдап тез. Сіздің қабылдауыңыз бәрі басқаша. Одан кейін қазақша ойымды еркін жеткізіп, бүкіл проблемамды еркін айтқаннан кейін басқа да ата-аналар сізді білу керек деп шештім. Сондықтан сұхбатқа шақырып отырмын. Аутизм деген не? Енді аутизм мәселесіне келетін болсақ, бірінші аутизмді айтпас бұрын біз нейро әртүрлілік жайлы осы концепцияны ашық талқылауымыз керек. Бұл концепцияның тұрғысында аутизмді жалпы ауру ретінде қарастырылмайды. Бұл концепцияда аутизм бұл мидың дамуының ерекшелігі. Енді қарапайым тілмен айтқанда, жалпы мынау табиғатта ағаштың әр түрі болады. Қара тал бар, немесе алма ағашы бар. Әрқайсының өзіне тән функциясы бар. Сол секілді мидың да дамуының әр түрлілігі болады. Енді бұл концепцияны енгізгеннен кейін, аутизмді ауру емес ретінде қарастырғаннан кейін, оны тек жағдай ретінде, орысша айтқанда состояние ретінде қарастырғаннан, күй ретінде қарастырғаннан кейін, оған да кішкене подход та өзгерді, жалпы айтқанда. Енді бұрынғы кездері аутизмді барлық мамандар емдеуге тырысатын. Ал қазіргі таңда бұл аутизмді ауру емес, күй ретінде қарастырып, оны тек адаптациялауға, соған бағытталған жұмыс ретінде қарастырады. Сондықтан жалпы аутизмді ауру деген ол дұрыс емес көзқарас болып табылады. Аутизм бұл өмірлік туа біткен күй. Сонда бұл аутизм емделе ме?
бұл күй жазыла ма? Адам бұл күйден шыға ма? Енді былай айтқанда, егер аутизмді ауру ретінде қарастыратын болсақ, енді біз жалпы ауруларды қарайтын болсақ, мысалы бізде жаңағыдай гнойный ангина деген сияқты дүние бар. Сіз оны антибиотик ішесіз, сонымен жазыласыз. Оның себебі бәрі анықталған. Бірақ енді осы аутизмға келетін болсақ, бұл жерде нақты себебі жоқ. Себебі жоқ болғаннан кейін оның сәйкесінше емі де жоқ. Сәйкесінше бұл жағдай негізі, бұл күй емделмейді. Бірақ түзетуге, адаптациялауға, қоғамға үйретуге әбден мүмкін. Ильяс мырза, онда қазір ата-аналар жазып жатыр ғой, біз аутизмнен шықтық, біз аутизмнен емделдік. Я болмаса мен баламды растан емдеп алдым, жазып алдым деген ата-аналар бар. Сондай мамандар да бар. Енді жалпы біздің Қазақстандағы мынау енді социальный сеттағы таралып жатқан мәліметтердің бәріне келісе бермеймін. Енді ол ата-аналар әрине өзінің баласының сондай состояниеден шығарғанына Инстаграмда жазып, қуанышымен бөліскені жақсы. Бірақ ол сол ата-ананың баласына диагнозы нақты кім қойғанына назар аударуымыз керек та. Егер нақты медициналық білімі бар, мемлекеттік стандартқа сай реестрде тіркелген, дипломы бар, лицензиясы бар маман қойған болса, ол маман психиатр. Ол маман психиатр. Негізі аутизммен жұмыс істейтін маман ол тек қана психиатр. Невропатолог, логопед ондай емес. Негізі диагнозды қоятын психиатр. Бірақ енді бізде елімізде осы стигматизацияның әсерінен, яғни бізде көп ата-аналар алғаш байқаған кезде ұзақ уақыт созып алады. Ол кісілер психиатрға баруға қорқады. Өйткені психиатрға барсаңыз, сіздің туған туысқандарыңыз, ағайын жұртыңыз айтады, немене балаңыз тентек па, жын ұрды ма деген сияқты комментарийларды көп естиді. Соған байланысты ата-аналар қорқып, оларға невропатологтарға барған кішкене жеңіл. Невропатологқа бардым деп айтсаңыз, үйде де жалпы туған туыс та басқаша қабылдайды. Психиатрға бардым десеңіз, уже кішкене қабылдау бөлек. Бұл енді бізде стигматизацияның жоғары болуына байланысты. Ал енді жаңағы қорқасың расында да психиатрға бару деген бір аяғын тартпайды. Өз-өзіңді біраз алдайсың. Бармасам, сәл жоқ, бармай тұра тұрайын, мүмкін қатарға қосылып кетеді, мүмкін бізде басқалар сияқты жазылып кетеміз деп. Өйткені бар ғой, психиатрға барғаннан кейін ата-ананың өзін өзі алдауын қоятын сияқты. Өйткені психиатр картинаны қалай бар, солай айтады, жеткізеді. Ал басқа мамандарға барсаң, олар мына дәріні ішсеңіз, я болмаса мына коррекцияға барсаңыз деп айтады да. Сосын ойлайсың, сен ол жаққа барсам, демек жазылып кетуіме мүмкіндік көбірек деп. Енді бұл жалпы дәрігерлер арасында кішкене дұрыс информацияның тарауынан болып тұр ғой. Егер дұрыс айтасыз, психиатрға барсаңыз, психиатр сізбен көп айтпайды, нақты айтады сізге. Балада расстройство аутического спектра бар, жоқ деген сияқты. Енді ата-ана көбіне сол информациядан қашып, иллюзияда жүреді. Бірақ енді мен айтар едім, бұндай нәрседен қашып, бұл жағдайдан уақыт созғаннан пайда жоқ. Өйткені баланы неғұрлым ертерек диагнозды анықтасаңыз, психиатр сізге тұрақты жақсы маршрут жазып береді. Сіз сол арқылы егер тұрақты жақсы айналыссаңыз, балада жақсы нәтижелер байқауға болады. Яғни енді көбіне осы 2 мен 5 жас арасында балаларда нейропластичность деген бар. Яғни мидың қарқынды дамуы, бүкіл информацияны жақсы қабылдайтын осындай период. Осы период аралығында ата-аналар психиатрдан қорықпай егер келсе, сәйкесінше керекті, енді тоже бізде емнің де түрі көп. Біреу керек, біреу керек емес. Оны енді нақты психиатр айта алады, қайсысы керек, қайсысы керек емес екенін. Егер соны тұрақты қолданатын болса, балада жақсы өзгерістер көреді. Енді маған консультацияға көптеген ата-аналар келеді негізі. Біреулер 1,5-да келеді, біреулер 2-де келеді. Ол кісілерге
ол кісілерді 1,5-2 жылдан кейін көрсеңіз, оларда жақсы көрсеткіштер байқалады. Иә, енді әлеуметтік коммуникацияда сапалық қиындықтар сақталады, бірақ дегенмен басқа жақтарынан балада едәуір жақсы көрсеткіштер байқалады. Ал кейбір ата-аналар келеді, жаңағыдай 4-5 жасында. Енді оларға да барынша жазып береміз, бірақ енді олардың даму векторы кішкене ерте келген баламен салыстырғанда кішкене қиындау болады. Сондықтан енді ата-аналарға айтарым, жалпы психиатрдан қорықпай, негізі қаралғандарыңыз дұрыс. Көбісі енді бізде учетта тұрады, алып қояды деп қорқады, бірақ 1,5-2 жаста келсеңіз, ол балаға бірден ондай қатты диагнозды ешкім қоймайды. Бізде жалпы аутизмді, яғни расты қай жаста нақты қояды? Енді 3 жасқа дейін күту керек пе, 5 жасқа дейін күту керек пе, әлде сол 8 айында 1 жаста әкеп жатқан балаларға да қоясыздар ма? Жоқ, 1 жас 8 айда енді ол ерте, әрине ерте. Бірақ енді 1,5-2 жаста егер ата-аналар байқап, айқын көріністері, симптомдар байқалса, ол кезде енді предварительно қоямыз. Сосын мен енді өзімнің тәжірибемнен айтайын, мен предварительно қоям, сосын қалай жұмыс істеу керек екенін маршрутын бәрін айтамын, түсіндіріп. Бәріне беретін маршрут бірдей ме? Жоқ, бірдей емес. Әр балаға әртүрлі, әр баланың өзінің даму ерекшелігі бар ғой. Сосын бір 6 айда қайттан келесіз деп айтамын. Егер 6 айда келген кезде осы жаңағы әлеуметтік коммуникациялық сапалық қиындықтар сақталып тұрса, яғни балалармен ойнауында, сөйлеуінде кеш болып, немесе ойыншықтар тізбектеп қойып, болмаса жаңағыдай қайталанатын қозғалыстар, қолын былай, бір орында айналу, немесе сезімталдықтың немесе гипер сезімталдық сондай рутинаға, біртектілікке қатты байланған болып, қатты қиындықтар байқалса, ол кезде келесі келген кезде уже подтверждать етуге болады. Ал егер бала сол уақыт аралығында енді даму векторы жақсы болып, терапия жақсы болып, басқалармен ойнап, жақсы көрсеткіштер көрсетіп жатса, одан кейін тағы да бақылауда болады, и ары қарай бақылаймыз. Әрбір 6 ай сайын, кейде 1 жыл сайын. Егер жақсы көрсеткіштер болып жатса, ол просто енді келген баланың бәріне аутизм қоя алмаймыз ғой, өйткені даму деңгейін қарау керек. Кейбір балалар өздері табиғатынан кішкене кеш сөйлейтін балалар болады. Енді ондай балаларға арасында 1-2 симптомдары аутизмдікі кеп тұрады. Бірақ енді ол жалпы аутизмнің диагнозын қойған кезде ол жерде клинический критерий болады. Сол критерийге сай болу керек. Кейде келеді, кейде келмейді. Келмеген жағдайда бақылап көреміз деп айтамын. Қатты келіп тұрса, ол кезде уже қоямыз. Ал псевдоаутизм деген не ол? Ондай да диагноз бар ма? Енді жалпы бізде медицина әлемінде, енді бізде международная классификация болезней 10-шы выпуск бар, 11-шы выпуск бар. Енді ол жыл өткен сайын медицина бір орында тұрған жоқ, сәйкесінше бізде классификациялар өзгеріп отырады. Енді біздің мемлекет негізі МКБ 10-мен жұмыс жасайды, бірақ 2022 жылдан бастап біздің денсаулық сақтау министрлігі МКБ 11-ге өтіңіздер деп приказ қойылған. Бірақ енді нақты қазір психиатрияда, центр психического здоровьяда ол жерде МКБ 10-мен жұмыс жасайды. Енді 10-ды да 11-ді де қарасаңыз, псевдоаутизм деген диагноз жоқ негізі. Ол дәрігер, жаңағы лицензиясы бар, білікті маман псевдоаутизм деп ешқашан айтпайды. Оны көбіне енді халық аузында айтылып жүрген сондай термин. Бірақ негізі классификацияны қарасаңыз, ол жерде ешқандай псевдоаутизм деген диагноз жоқ. Аутизмді қай диагноздармен ауыстырып алуға, шатастырып алуға болады? Енді бізде жалпы аутизмді шатастырып алатын диагноздар көбіне интеллектуальный недостаточность кезінде екеуі бір-біріне ұқсас болып келеді. Басында кішкене ұқсас болады. Өйткені ол жерде де әлеуметтік қарым-қатынаста басқа балалармен жасауда қиындықтар байқалады. Бірақ енді оны дифдиагностика жасаймыз. Енді мысалы жаңағыдай аутизмнің кезінде қайталанатын қозғалыстар, енді стим деп атайды.
сол стимдар ол міндетті түрде болады. Негізі аутизмнің жалпы клинический критерийін айтатын болсақ, бала басқа өзінің қызығатын дүниесімен, өзінің эмоциясымен айналасындағы адамдармен бөлісуде қиындықтар байқалады. Одан кейін көзге қарауда қиындықтар байқалуы мүмкін. Сосын мынандай бізде енді ымы ишаралар бар. Біз былай шақырамыз, тамақ ішесің ба десеңіз, иә, жоқ деп баспен былай қолданамыз. Немесе жаңағыдай барғың келіп тұр ма, барғың келмей тұр ма. Сондай ымы ишараларды қолдануда қиындықтар байқалса, немесе қолданбайтын болса, сосын мысалы енді рецепрокный сөйлесу деп аталады. Енді қазір біз сұхбат алып отырсыз, сіз сұрақ қойып отырсыз, мен жауап беріп отырмын, өстіп бір-бірімізге диалог ретінде сөйлесіп отырмыз. Соны рецепрокный общение деп атайды. Енді аутизмі бар балаларда осы қиындық. Енді қиындық қалай көрінеді? Бала өздігінен әңгіме бастауда қиындықтар байқалады. Енді кейбір ата-аналар жарайды бастамақ қойсын, мен өзім бастаймын деп айтқан күннің өзінде, сіз әңгімені баламен бастаған күннің өзінде бала сізге осылай артынша жауап беруде қиындықтар болады. Енді қарапайым мысал ретінде, мысалы сіз жаттанды нәрсені айта беру мүмкін. Болмаса енді былай айтқанда қалай жағдай деп сұрасаңыз, сіз кез келген адам жақсы, өзіңіз не жаңалық деп жалғастыру керек қой. Енді аутизмі бар балаларда ондай жалғастыру жоқ. Жақсы деп тоқтап қалуы мүмкін. Енді осы негізгі 3 симптом байқалу керек. Одан кейін жаңағы қатты қызығатын дүниелер болады. Енді гиперфиксация деп атайды. Кейбір балалар жануарларға қатты қызуы мүмкін, кейбір балалар машиналарға қатты қызуы мүмкін, кейбір балалар стиралкаға қызуы мүмкін. Менде бір пациент болған, мысалы туған туысқандардың үйлерін тек қана стиралканың маркасымен ғана біледі. Жаңа әке-шешесі қонаққа барған кезде сұрайды, LG-ға барамыз ба или Samsung-ға барамыз ба деген сияқты. Қонаққа барған кезде сол стиралканы кез келген үйде стиралканы қосып, сол дыбысты сол стиралкаға өте қатты қызығады. Сондай байқалуы мүмкін. Болмаса қайталанатын икемсіз қозғалыстар, жаңағы былай, немесе бір орында ары-бері жүруі мүмкін, немесе айналуы мүмкін, жаңағы ойыншықтарды тізбектеп қоюы мүмкін, немесе машинаны алып дөңгелегін айналдырып отыруы мүмкін. Одан кейін біртектілікті ұнатуы мүмкін. Қатты дыбыстарға. Иә, ол 4-ші критерий. Сосын біртектілікті ұнатуы мүмкін. Көбіне енді четкий распорядок, енді визуальный расписание болу керек осындай балаларда. Енді олар күнде бір жерге барып үйренген болса, мысалы кейбір ата-аналар осындай шағыммен келеді, далаға шығамыз, қыдырып жүрген кезде үйге артқа қарай қайтайын десек, уже қайтуға протестный реакция береді. Сол бір жолмен жүруді, немесе жаңағы тек қана бір ыдыстан тамақ ішемін деуі мүмкін, немесе бір әрекеттерді бір определенный порядокпен жасауы мүмкін. Немесе кейбір балалар жаңағы аулада ойнаған кезде бір жаңағы карусель, качеля, әртүрлі нәрсе бар, соны бір определенный порядокпен ойнайды. Бірінші качеляны ойнайды, сосын карусельді ойнайды, сөйтіп ойнайды. Егер бұзылып кететін болса, балада енді истерика байқалуы мүмкін. Осы критерий бар. И 4-ші критерий бізде гипер және гипосезімталдық. Кейбір балалар шумға непереносимость, жаңағы фен, пылесос, мясорубка деген сияқты дрельдің дыбысы бар. Немесе кейбір балалар жаңағы құшақтағаннан қашуы мүмкін, немесе қатты құшақтағанды іздеуі мүмкін. Кейбір балалар кейбір заттарды иіскеп жүруі мүмкін, кейбір балалар аузына салуы мүмкін, кейбір балалар қатты жарықтан қорқуы мүмкін, немесе кейбір балалар фонарик қосып былай жақыннан қарауы мүмкін. Сосын жаңағыдай осылай былай қырынан қарайтын балалар болады. Егер осы қиындықтардың байқалатын болса, және осы қиындықтар баланың ерте даму кезеңінде, жаңағыдай 10 жастан кейін байқалса, ол енді аутизмға кірмейді. Егер сол ерте балалық шақта байқалса,
және бұл жаңағы айтып өткен интеллектуальный недостаточностьпен сипатталмаса, және енді бізде жалпы психиатрияда біз жаңағыдай навыктарға қараймыз. Навыки самообслуживания. То есть бала таңертең өзі киіну керек, бет-қолын жуу керек, тісін жуу керек, үлкен кіші тәртіпке өзі отыру керек, тамақты өзі жеу керек. Кейбір ата-аналар енді қасықпен беріп жатады. Вот соған қараймыз. Одан кейін социальный навык. То есть басқа балалармен қарым-қатынасқа түсе ма, түспей ма, соған назар аударуымыз керек. И енді академический, профессиональный навык. Енді академический навык дегеніміз мектепте үлгерімі қалай, жақсы ма, жаман ба, профессиональный навык ол уже жұмысқа байланысты дүниелер. Егер осы компоненттерде тұрақты қиындықтар байқалса, сол кезде аутизм диагнозын қоюға болады. Енді Ильяс мырза, жаңағы ел арасында баламда аутизмі бар деп айтып қалсаң, ол демек дарынды бала ғой, ол гений ғой, оның бір жетістікке жететіні нақты қай салада бейімі бар, неге қызығады деп сұрай бастайды, бірден жаңа Илон Маск та айтады, бірден Билл Гейтс та айтады, Месси да айтады, сөйтіп тізе береді, Эйнштейн да айтады деген сияқты. Аутизмі бар балалардың бәрі сондай бір дарынды, бір жаңалық ашатын балалар бола ма? Енді бұл мәселе бойынша негізі аутизмі бар балалардың бәрі дарынды деген ол негізі миф. Ол мифтің пайда болуына себеп болған жаңа хороший доктор, Рейн Мэн деген сияқты кинолар әсер етті. Енді мен қазір статистикалық мәліметтерді айтамын, енді бұл Қазақстанға байланысты емес. Жалпы аутизмі бар балаларда 30-40%-інде қатар интеллектуальная недостаточность өкінішке орай жүреді. Сосын бір 50% аутист бала, егер интеллектуальный снижение болмаса, олар орташа IQ болады. Енді қалыпты кәдімгі адамдағыдай. Енді 30-40, 50%, аржанда уже 10% қалды бізде. 10% енді кішкене жоғары болуы мүмкін. Енді бұл мәселе бойынша бізде саванттық синдром деген бар. Саванттық синдром дегеніміз ол баланың бір жаңағыдай мамандықта или бір бағытта өте мықты қабілеті бар болуын айтады. Енді осы саванттық синдром осы аутистерде байқалуы мүмкін. Мысалы, енді олар жаңағыдай музыка жағынан мықты болуы мүмкін, немесе аналитика жағынан мықты болуы мүмкін деген сияқты. Енді әртүрлі өзінің қызығатын дүниесі жағында мықты болуы мүмкін. Бірақ енді барлық аутист балалар дарынды деген ол шындыққа сәйкес келмейді негізі. Жалпы қанша түрі бар, және бізде кездесетіні қайсысы? Кейбіреу айтып жатады, сен балаң Аспергер ма, Каннер ма, классикалық аутизм ба сенде деп сұрап жатады. Аутизмнің түрі бойынша, жаңа мен айтып өткендей, МКБ-10, 11 бар. Бізде енді Қазақстан қазіргі уақытта МКБ-10-мен жұмыс жасайды. Онда детский аутизм, атипичный аутизм және Аспергер деген синдромдарды қояды. Енді мен өзім Британияда оқыдым, ол жақта МКБ-11 бойынша оқып келдім бүкіл берілген білімді. Енді МКБ-11-дің төңірегінде қарастыратын болсақ, ол жерде расстройство аутистического спектра деп қана қойылады. Аспергер, детский, атипичный деп бөлінбейді. Негізі осы формат өте дұрыс, өйткені енді Аспергер бар аутисттардың өзіне ғылыми жобалармен жасалып зерттелген кезде олар барлығы бір-біріне ұқсас болмаған. Әрқайсысы әртүрлі болған. Бірақ енді интеллектуальный жағынан сохранный балаларға Аспергер қойған, бірақ олар бір-біріне ұқсас болмағандықтан қазіргі таңда оны спектр ретінде қарастырған дұрысырақ болады. Енді МКБ-11 бойынша жалпы аутизмнің жаңағыдай высокофункциональный деп айтып жатады, низкофункциональный деп айтып жатады. Негізі
енді этикалық тұрғыдан қарайтын болсақ, негізі олай айтқан дұрыс емес. Өйткені мен де ана ретінде маған ұнамайды. Мысалы, сіз низкофункциональный балаңыз, мысалы, екі адам келіп тұр консультацияға. Мен есікті ашып, низкофункциональный аутист кіріңіз, высокофункциональный күтіңіз десем, уже ата-анаға ол ауыр тиеді. Ол былай айтқанда енді сізді оскорбить етіп тұр да, былай айтқанда. Ол сондықтан ондай классификация үйтіп қолданған. Енді бізде қазір сөйтіп айтады. Неше түрлі маман бар енді, әркім әртүрлі айтады, бірақ негізі ол дұрыс емес. Ол этикалық тұрғыдан негізі дұрыс емес. Осы мәселелердің бәрі қарастырыла келе МКБ-11-де тек расстройство аутистического спектра деп бір диагноз қойылады. Енді ол жерде бөлінеді, бірақ бөліну жағы ол сізді низкофункциональный, высокофункциональный деп бөлінбейді. Ол жерде интеллект сохранный дегені бар, со снижением интеллекта деп көрсетіледі. Одан кейін функциональный тілге байланысты сөйлей алады, сөйлей алмайды деп сол түрі ғана көрсетіледі. Осы жаңағыдай, мысалы, раз со сохранным интеллектом, функциональным речью деп диагноз қойылады. Негізі осылай қойылады. Бірақ енді біз дәрігер болғаннан кейін біз енді диагнозды, жалпы енді ол дәрігерлік құпия ғой. Біз жаңағыдай ата-ананың өзіне ғана айтылатын әңгіме. Тек сіздерде рас деп. Жаңағыдай интеллект жағынан, функциональный тіл жақтарынан олай бүйтіп қатты айта бермейміз. Осы позиция негізі ата-аналар үшін де, бала үшін де ол дұрыс. Өйткені ешкім өзін бір қоғамнан шеттетілгендей болмайды. Сосын мынандай нәрсе бар, жаңағы, мысалы, мен ұлыма мүгедектікті былтыр 7 жасқа толған кезде ғана алдым. Оған дейін сол бізде жазылып кететін шығармыз, бізде емделіп кететін шығармыз, мен дейтін мықты мамандарға барып жатырмыз ғой, неужели біз бұл состояниеден, бұл күйден шықпаймыз? Мен мықты ана болатын болсам, мен баламды шығарам, мен құтқарам деген сияқты сондай бір немен жүрдік. Бұл бір. Екіншіден, мүгедектік алсақ, ол ертең әскерге бармай қалуы мүмкін. Үшінші нәрсе, жаңағы сенің мүгедектігі бар, балаң бар. Болмаса үйде бір мүмкіндігі шектеулі адам бар деген сияқты нәрседен қашасың сен ата-ана ретінде. Сондықтан мен мысалы осылай созып жүріп алдым. Бірақ балаңыз мектепке баратын жасқа келді ғой, не істеп жүрсіз дегеннен кейін, егер мүгедектікті алатын болсаңыз, қасына тьютер қосылады, оған жеңілдіктер болады дегеннен кейін барып мен бұл қадамға бардым, рәсімдедім. Өте қиын, қағазбастылық, бюрократия өте көп, бірақ соның барлығынан өттік, Енді сол кезде жаңа маған мүгедектікті берген кезде 5 жылдан кейін қайтып айналып келесіз деді. Яғни 2030 жылы мен баруым керек. Менің балам аутизмде жүр ме әлде жоқ па, соны тағы да дәлелдеуім керек екен. Енді жалпы енді мүгедектікке байланысты айтатын болсақ, ол жерде де жаңағы классификациясы бойынша тоже бөлінеді. Требуется помощь деген бар, требуется значительная помощь деп бөлінеді, и требуется очень значительная помощь деп бөлінеді. Ол жерде енді требуется помощь деген ол балаңыз былай айтқанда компенсацияда жүрген бала. Жаңағы айналасымен контактқа түсе алады, қатты қиындықтар жоқ. Ал требуется очень значительная помощь деген ол бала енді өте қиын, үлкен кіші дәретке бармайтын балалар болуы мүмкін. Үйде кейбір жағдайда енді ата-аналарында танымайтын моменттер болуы мүмкін. Сол үшін ол жерде жаңағы енді МСЭК сіздерге инвалидность оформить еткен кезде бірінші, екінші, үшінші группаға бөліну үшін. Көбісі екінші топты береді ғой, аутизм бар. Екінші топты береді. Бірақ Павлодарда бір ана дәлелдеп жүріп, соттасып жүріп, бірінші топты алды. Енді ол жаңағы сол требуется помощьтың көмек керек деңгейіне қарай есептелінетін жағдай негізі. Енді әрине қатты көмек керек болса, ол айту керек, ол дүние қарастырылу керек. Енді сізге оны берді, 5 жылдан кейін тағы көрейік дегені, енді бізде жалпы осы инвалидностьқа көп ата-ана шағымданып жатады. Жаңағыдай көп ақша бермейді, мемлекет тарапынан қатты көмек жоқ, бар болса да сапасы төмен деп айтып жатады. Оны енді көп ата-анадан естимін.
бірақ енді сіздерге құрметті ата-аналар, мен айтарым, мен енді Британияда оқыдым, шетелді көрдім. Енді о жақта медицина өте қымбат. О жақта сіз психиатрдың приемына келу үшін сіз 2 жыл лист ожиданияда күтесіз. Сіз мысалы 2 жыл? Иә. Уақытын өткізіп алады ғой. Енді көп қой бала. Туа салып тұру керек бәлкім. Бала өте көп. Бала өте көп болғаннан кейін. Ол жақта мен ойлайтын шетелде маман көп шығар, қайта біз сияқты күтпейтін шығар. Енді мен Лондонда оқыдым. Лондонда нақты балалар психиатры жетіспейді. Енді басқа дәрігерлерді білмеймін, бірақ балалар психиатры жетіспейді. И мен ол жерде жаңа университетте магистратурада оқыдым и 3 айлық сол жерде стажировкада кәдімгі больницада сол жердің дәрігерлерімен жұмыс жасап тәжірибе алмастым. Сол жерде мен көргенім, ол жерде айтты, сол 1,5-2 жыл күтеді деді. Ол тек сіз диагнозды алу үшін ғана. Енді онымен салыстырғанда біздің мемлекетте ол жағынан енді бізде ол жақта мүгедектік беріле ме? Беріледі. Бірақ оны сізде жаңағы балада дәлелдеу керек. Ол біздің бюрократия ол жақпен салыстырғанда енді әшейін болып қалады негізі. Ол жақта өте қиын негізі. Сәйкесінше сол салыстыратын болсақ, енді бізде көп ата-аналар енді барлық адам шетелге шығу мүмкіндігі жоқ. Сондықтан салыстыру өте қиын басқа жақтың медицинасымен. Негізі біздің мемлекетімізде медицина халыққа тегін. Мемлекет қолынан келгенше көмегін беріп жатыр негізі. Ал басқа мемлекеттерге барып көрсеңіздер, енді өте қиын жағдай. Өйткені сіз күту керексіз, күткеннен кейін тағы да оны сіз дәлелдеу керексіз, оның тағы да бюрократиясы бар. Сонымен сіз 2 жаста көріп жүрген балаңыз жаңағы қиындықтарды көресіз ғой. Енді ол жерде истерика болуы мүмкін, бала өз-өзін ұруы мүмкін, жаңағы дуалға ұрады, тістейді. Сондай қиындықтарды сіз 2 жыл бойы ешқандай көмексіз жүресіз. Оларда әлеуметтік желі арқылы емдеп, ем тағайындап, я болмаса коррекция жасап отырғандар бар ма? Олардың жалпы әлеуметтік желісі интернет арқылы біздікі сияқты ма? Бізде мысалы қазір маман көп, аутизмді 2-ның бірі емдейді, емші де көп, көмектесетін специалистер де көп, орталықтарда өте көп. Бірақ енді қараңыз, бізде мысалы Қазақстанда мынау интернетке, әлеуметтік желіге бәрі тіреліп тұр. Сіз жақсы сөйлеп, күшті сөйлеп, рекламаны жіберсеңіз, сізге адамдар келеді, сөйтіп жасайсыз. Бірақ Британияда мынау телефонды кәдімгі біздің баяғы жаңа Nokia сияқты телефон сияқты қолданады. Ол кісілер тек байланыс құралы. Тек байланыс құралы ретінде. Қарапайым тамақ ішіп отқан кезде, сабақтың кезінде енді мен таң қалдым, мен мәдениеті өте жоғары. Өйткені сізбен сөйлесуге сұхбатқа келді ма? Бізде енді қазір үйде отырып, телефон қарап отырып, шай ішіп әңгімелесе береміз ғой. Ондай жоқ ол жақта. Сізбен жеке кездесу ма? Болды, мына жерде тұрады. Сізбен жеке сөйлеседі. Кім хабарласып отыр? Қарамайды. Уақытты адамды сыйлай біледі. Сәйкесінше ол жақта сіз реклама жүргізіп, үйтіп істей алмайсыз. Ол жақта барлығы дәрігер ма? Бұл дәрігерге сенеді. Онда қатты күмән жоқ. Енді бізде өкінішке орай біздің мемлекетімізде аудит жоқ. Қазір барлық мамандар жаңағыдай 2 айлық, 1 айлық интенсив курстарды оқиды. Сөйтеді да айтады, мен осындай аутизмді зерттейтін маманмын, или мен аутизмді диагностпын деп шығады кейбір мамандар. Енді сол нәрсені көрген кезде кішкене жыным келеді негізі. Өйткені ол сізде профильный образование болу керек. Мен мысалы 10 жыл оқыдым. Осы мамандықты игеру үшін мен 10 жыл оқыған адаммын. Енді мен 10 жылдық білімімді 1 айлық, 2 айлық курсқа салып, мен сізге ешқашан бере алмаймын. Ал 10 жыл бойы сондай балалармен жұмыс істеп, тәжірибені жақсылап тұрып жинаған маман диагностика жүргізе ала ма? Жүргізе алмайды. Диагностиканы ол кісі енді 10 жыл жұмыс істедім, мен балалармен жақсы контактқа түсем, мен үйтем, бүйтем деп айтады. Иә, сіз түсетін шығарсыз, сіз жаңағы дәрігерлікке байланысты емес маман болсаңыз,
сіз жақсы маман болсаңыз мен күмәнім жоқ ол жағынан, жаңағыдай терапия жүргізетін шығарсыз, мен ол жағынан күмәнім жоқ. Бірақ сіз диагнозбын, мен дәрігер, жаңағыдай диагнозбын деп айтпау керексіз. Өйткені диагнозды тек қана психиатр маман қояды. Сізге логопед те, дефектолог та, невропатолог та, интегративный врач та ешқандай дәрігер қоюға құқығы жоқ. Егер заңды тұрғыда қарайтын болсақ, негізі құқығы жоқ. Бірақ біздің мемлекетте осындайға аудит жоқ. Сосын бәрі қоя береді. Енді барлығы сөйтіп қоя береді деп айтпаймын. Арасында жақсы мамандар бар. Ол кісілер тек... Сіздің балаңызда бір ерекшелік бар дамуында, осындай нәрсе дұрыс емес, жасына сай емес, сіз мынадай психиатрға барыңыз деп бағыттайтын да мамандар бар. Сол бағыттайтын мамандарға, мен ол кісілерді мойындаймын. Өйткені егер сіз грамотный кісі болсаңыз, сіз түсіну керексіз, сіз дәрігер емессіз, ол сіздің компетенцияңыз емес та. Әркім өзінің жұмысын жасау керек қой. Жаңағы қазақта сөз бар ғой, тышқан сойса да қасапшы сойсын деген. Сол секілді диагностикаға кіріп, мен диагностпын, мен анаумын, мен осындай жаңағы 40 жылдық, 30 жылдық тәжірибем бар деп әр нәрсені айтудың керегі жоқ. Оған арнайы өзінің мамандары бар. Психиатрға жіберу керек. Сізде балаңызда осындай қиындықтар бар екен, психиатрға барып көрініңіз десе, ол енді жақсы маман. Егер жоқ, мен өзім былай көріп тұрмын, сіз бәрібір психиатр сізді коррекцияға жібереді, мен өзім сізді коррекциямен жүргізе берейін, сосын деп кейбір коррекционный центрлар солай істеп жатады, өкінішке орай. Маған енді ата-аналар келіп... Ата-ана ше, қазір әлеуметтік желіде мен жаңа сұхбатқа келе жатып та қарадым. Ата-аналары бар, балаларын осы аутизмнен шығардық, растан шығардық. Мен сондай ата-аналарға көмектесе аламын. Мына нөмірге, я болмаса мына парақшаға жазыңыздар деген ата-аналар бар. Яғни өз баласын осы аутизмнен шығарып емдедім, және сіздерге де көмектесе аламын, сіздерге де консультация беремін, дәрілер тағайындаймын, я болмаса енді ата-аналар үйтіп жасауы негізі былай қарасаңыз ақылға қонатын дүние емес. Ол диагнозды... Өз баласына көмектескен ата-ана басқа балаға көмектесе алмай ма сол диагнозбен? Сол диагнозбен болғанда енді қараңыз, расстройство аутистического спектра деп аталады. Бұл не үшін спектр деп аталады? Спектр деп аталу себебі бұл жерде сіздің балаңыз тура басқа бала аутист сияқты бірдей деңгейде болмайды. Әрқайсының енді өзіңізді көріп жүрсіз ғой. Әр аутист әртүрлі. Сол үшін ол спектр деп аталады. Сәйкесінше кейбір ата-аналарға көмектескен коррекционный жұмыс мына балаға көмектеспеуі мүмкін. Өйткені екеуі екі түрлі ғой. Екеуінің даму векторы әртүрлі ғой. Ол енді ата-аналар түсінем, жаңағы өзім баламды емдедім, жақсы көмектестім, мен де халыққа кішкене бөлісейін деген моменттерді түсінем бәрін. Бірақ негізі олай істеуге болмайды. Негізі ол заңсыз дүние ғой былай айтқанда. Ол тем более назначение беру, ол вообще негізі ондай нәрсеге сотталып кетуге болады. Ол келмейді, оны тек қана дәрігер жасау керек. Яғни қазір бір видео ерекше таралып жатыр ғой, өзіңіз де көрген шығарсыз. Маған бір 100-деген ата-ана жіберген шығар. Біз емді бастап кеттік сол кісіге жазылып. Енді нәтижесімен бөлісеміз деп жатқан ата-аналарды көрдім. Ол кісіні маған да жіберіп жатыр, мен де инстаграмнан былай видеосын көрдім. Ол кісі бүкіл аутизмнің себебін вакцинаға қатыстырды. Сол ішек миға жаңағыдай кишечник это второй мозг деп айтып жатады. Енді қараңыз, ол вакцинаға немесе жаңағыдай диетаға, ішекті емдеу керек деген дүниелерге негізі аутизмнің қатысы жоқ. Ол аутизм деген жалпы туа біткен жағдай. Ол жүре болмайды ма? Ол жүре болмайды, ол тұмау емес қой, сізге басқа балалармен ойнап кетіп, сосын ол былай жұғып кетті деген дүние емес. Ол негізі туа біткен дүние. Сондықтан енді ол кісінің айтып жатқаны, біріншіден мен ол кісіні танымаймын, екіншіден оның қызын нақты қандай диагноз қойған, кім диагноз қойғаны қызық та, бірінші.
Өйткені мысалы коррекцион жаңағы егер ата-аналар рас деп қойса, онда психиатр шығар, енді басқа кім қояды ол диагноз? Енді ата-аналар келеді, айтады, мысалы бізге рас деп диагноз қойды деп. Сөйтіп мен сұраймын, сізге кім қойды десеңіз, сол коррекционный центрдің заведующий деп айтып жатады. Мысалы ол заведующий кім десеңіз, ол педагог, либо логопед, либо дефектолог деген сияқты мамандар. Енді ол кісілер үйтіп айтқаны, ол уже енді компетенция жоқ қой былай айтқанда. Ол келмейді. Енді ол кісіге кім диагноз қойған білмеймін. Диагноз қойған күннің өзінде де ол жаңағы мен подкасттың алдында айтқандағыдай критерийға сәйкес келеді ма, келмейді ма? Егер нақты келсе, енді біздің мемлекетте қазір кішкене гипердиагностикада жүріп жатқан жағдайлар бар. Кейбір критерийлерге сәйкес келмесе, ол енді аутизм деп қарамау болмауы да мүмкін ол қызда. Ал енді ол кісі қазір дәріні рекламировать етіп, уже соны сатып, соның методы арқылы деген сияқты нәрселер, негізі ол уже конфликт интересов қой. Бұл айтқанда, сіз маған консультацияға келесіз, мен сізге бір дәріні жазам, сосын сізге айтам, астындағы аптекадан барып алыңыз десем, ол уже конфликт интересов. То есть мен сол аптекадан процент алып отқандай боламын. Тура сол секілді ол кісінікі де енді қазір енді нақты айтамаймын, оған кішкене уақыт керек. Енді ол кісі егер солай емдеп алса, шынында да сондай жақсы эффект берсе, сондай болып кетсе, әрине жақсы, бізге де жақсы ғой, бүкіл баланы солай емдеп жіберген. Бірақ ғылыми түрде дәлелденуі керек, оған уақыт керек. Енді қараңыз, қазір қаншама ата-ана барды. Иә. Ол кісінің парақшасынан көрдім, менде жауап беріп үлгермей жатырмын. WhatsApp нелер толық. Күтіңіздер, барлығыңызға жауап береміз деп. Қараңыз, қаншама жүздеген мыңдаған ата-ана қазір сол кісінің назначениесін алады, балаларын емдеп бастайды, жаңағы дәрілерді, ауыр дәрілерді қабылдауы мүмкін. Не болады сосын ол балаларға? Сіз айтып отырсыз ғой, бір аутизм, екінші аутизмі бар бала ұқсамайды. Енді не болғанда дәріні енді біз дұрыс түсінуіміз керек. Кішкентай балалар ол үлкен адам секілді, олардың бауыры, бүйрегі толыққанды әлі қалыптаспаған. Ол қалыптасу уақытында. Сондықтан көп дәрі беру балаларға негізі керек емес. Енді психиатр маман ретінде айтайын. Мен жалпы енді әлемдік тенденция, жалпы осы Британияда оқығанның әсері шығар. Енді ол жерде әр қашан бірінші не медикаментозный методты көреді. Бірінші не медикаментозны көреді. Егер оған эффект бермей жатса, ол кезде кішкене медикаментозны эффект береді. Бірақ енді өкінішке орай аутизмге байланысты жаңағыдай сапалық әлеуметтік коммуникацияда қиындықтар, қайталанатын қозғалыстарды алып тастайтын дәрі өкінішке орай жоқ. Пока ондай жоқ. Енді мен ол кісіге рас деп айтып келсе салайын десем, мен енді шетел көрдім, Британияны көрдім. Ол жерде мен жай оқып өтіп кетсем бір бөлек. Мен ол жерде жұмыс жасап көрдім. Психиатр дәрігерлермен кәдімгідей сөйлесіп, бәрін біліп көрдім. Ол кісілердің бәрі, бүкіл әлем былай айтқанда аутизмнің емі жоқ деп отқан кезде, осы Қазақстанда сол кісі аутизмнің емі бар деп айту, ол былай айтқанда енді үлкен жауапкершілік, қатты айтып жіберді негізі ол кісі. Мүмкін бізде табылатын шығар аутизм. Енді табылса, конечно. Нобель сыйлығын алу мүмкін. Табылса, Нобель сыйлығын енді алатыны гарантировано. Енді дамыған батыстағы мемлекеттер осы нәрсені зерттемей жүрді дегенге мен сенбеймін. Мысалы, ол кісілер өте молекулярный уровеньда зерттеулер жүргізеді. Ол біздің Қазақстанда молекулярный уровеньда зерттеу жүргізу енді шектеулі, бірақ ол жақтарда енді қарқынды жүріп жатыр. Қазіргі соңғы зерттеулер не дейді сонда? Аутизм вакцинаға қатысы жоқ. Енді себебі ғой, енді аутизмнің себебі айтатын болсақ, ол жерде бірінші мәселе, енді нақты себебі әлі анықталмаған. Бірақ енді әлемдік дәрігерлер, әлемдік ғалымдар барлығы генетикалық факторды және қоршаған орта факторларын айтып жатады.
Енді генетикалық факторды айтатын болсақ, енді жаңағыдай тұқым қуалайтын ауру ретінде қарастырылады. Енді мысалы туған туысқандарында әкесі жағынан или жоқ қой, ешкім жоқ қой. Енді бір фактор ғой. Ол нақты емес, бұл тек гипотеза ғой, болжамдар ғана. Әкесі жағынан немесе мамасы жағынан тұқым қуалайтын осындай жаңағыдай аутизмі бар, сондай болса, ол риск факторға кіреді. Одан бөлек енді қазіргі соңғы зерттеулер бойынша, ғылыми зерттеу бойынша аутизмге байланысты 1231 ген анықталған. Осы ген бұл тек қана аутизмда емес, бірақ бұл жаңағы интеллектуальный недостаточностьта, эпилепсияда, СДВГ-да осыда анықталған. Енді осы гендердің қандай комбинацияда қалай болып жатқаны қазір зерттелу барысында. Енді көп ата-ана осы информациядан кейін сол гендерді іздеп, соған анализге кетіп қалуы мүмкін, бірақ әзірге ондай генетический тест жоқ. Аутизмді анықтайтын ондай. Пока ондай МРТ, жаңағыдай қан анализі, жаңағы сілекей, эго, ондай ештеңе анықтамайды. Сондықтан оған ақша құртып, оған уақытта құртудың керегі жоқ. Енді тұқым жаңағы генетика бойынша, мысалы, ата-ананың жасына да байланысты. Егер әйел адам 40 жастан асқан болса, жаңағы жолдасы 50 жастан асқан болса, оларда уже риск. Енді ол не только аутизм, даунға да риск бар негізі. Кімге сенетін білмейсің, 40 жастан кейін бала босанатын болсаң, ақылды баланы өмірге әкелесің дейді, мысалы. Жоқ, бұл енді былай айтқанда гипотеза ғой. Ол нақты ешкім білмейді, бірақ сондай ғылыми жобалар, осылар пока айтылып жатқан себептер болса. Енді одан бөлек бізде жаңа сыртқы орта факторлар. Енді бізде жүктілік деген дүние бар. Жалпы негізі жүктілікті жоспарлаған дұрыс. Әйел адамда, еркек адамда фолиевый кислота соларды ішіп, оның бәрін алдын алады. Бұрын жоспарлаған жоқ қой, бұрын сауырпақ өмірге көптеп келді ғой. Неге қазір? Қазір неге аутизм көбейді ма? Қазір аутизмнің фолиевый деген не екенін біздің әке-шешеміз білмейді ғой. Мысалы деймін да, жоспарлау деген білмейді, Алла берді, болды. Енді жаңағы жалпы қазір неге аутизм көп? Совет өкіметінің кезінде аутизм болмады ғой деген әңгімелер де өте көп. Оған қарапайым түсіндірме бар. Ол заманда аутизм деген диагноздар жаңағы МКБ-10, 9-да ондай қатты ерекшеленіп шығарылмаған болатын. Жаңағы 7-8 выпусктарда аутизм деген вообще ондай диагноз жоқтығын негізі. Аутизм деген жалпы мынау шизофренияның бір симптомы ретінде қарастырылатын. Аутизация деп. Аутизация деген сол өзінің өміріне кіріп кетіп, ешкіммен сөйлеспей, оқшауланып, өзімен өзі болып кетуді соны айтады. Енді сәйкесінше ол кезде осындай аутизмі бар балаларды дәрігерлер дұрыс анықтай алмаған. Ол кезде ол балаларға көбіне интеллектуальная недостаточностьті қойған, немесе шизофренияны қойған. Қазір енді маған келген ата-аналарға сіздің балаңызда шизофрения деп айтсам, ата-аналар әрине сіз дұрыс емес істеп отырсыз деп айтады. Ол заманда сол екі диагноздың біреуіне былай тарап кете берген. Бірақ дегенмен де енді қазір әрбір отбасында, әрбір 3-ші отбасында, я болмаса 10-ші отбасында мындай ерекше бала көрген жоқпыз ғой. Енді ол заманда ондай диагноз қойылғаннан кейін специальный интернаттар болатын. Әлге дейін бар ғой негізі специальный интернаттар. Сол специализированный интернатта ол балалар өмір сүрді. Сәйкесінше одан кейін стигматизация өте жоғары. Негізі постсоветский пространствода бізде жалпы стигматизация өте жоғары ғой. Соған сәйкесінше ол балалар сыртқа шығып еркін жүруге кішкене қорқатын. Ата-аналар да шығаруға қорқатын. Сондықтан ол балалар мүлде көрінбеген болатын. Енді қазір неге көбейіп кетті деген сұрақ бар. Енді жоқ, Ильяс мырза, мына жерін анықтап кетіңізші, қараңызшы. Мысалы, жақсы олар болмады, я болмаса болды, бірақ интернаттарда болды дедіңіз. Енді қараңыз, мысалы, бір ауылда 300
адам тұрады, иә 300 адамның ешқайсында мындай бала, мен балам осы интернатта, я болмаса енді білесің ғой бәрі жақындарынан, көршінің бәрін біліп отырасың. Білмегенсің, естімегенсің. А қазір бір ауылға барсаң, міндетті түрде бір 2 ерекше баланы естисің, көресің. Так, енді қараңыз, негізі былай айтатын болсақ, аутизмнің әлемде таралу жиілігіне келетін болсақ, негізі 1%. Бір Қазірдің өзінде? Иә, қазір. Мен енді қазір Америкада соңғы статистикаға сүйенетін болсақ, 2,7 3%-ға жетіп жатыр. Енді 1% дегеніміз, ол 100 отбасының ішінде бір балада аутизм бар. Енді біздің жалпы Қазақстанды қарайтын болсақ, бізде 20 миллион халық бар, 20 миллионның 1% 200 мың болады негізі. Бірақ бізде қазіргі таңда тіркеліп тұрған аутисттардың саны 14.500 ғана. Енді сондықтан бұл тенденция негізі баяғыда болған, қазір де болады, кейін де бола береді. Негізі сол 1 мен 3%-тің арасында тіркеледі. 2030 жылға қарай әрбір 3-ші отбасында аутизмі бар бала болуы мүмкін деген ақпаратты да естисің, осы әлеуметтік желіден естисің. Ол енді сонда ол мүмкін бе? Әрбір 3-ші отбасыда болу мүмкін дегенге келісе алмаймын. Әрбір енді қазір өйткені жақын таныстарымен, мысалы менде осындай бала бар дегенді айтқан кезде өте сирек болған. Қазір мен көп әріптесім де айтып жатыр, менде де осындай бала бар деп. Көршілерің айтады, достарың айтады, өзің байқап қаласың. Сонда ойлайсың, расында да жылдар өткен сайын сонда көбейіп жатыр ма? Енді қазір ақпараттандырудың жақсы ақпараттандырылады. Интернет жүйесінде, Инстаграм жүйесінде. Сондықтан баяғыда қараусыз қалып кеткен балалардың бәрі қазір ата-аналар бәрі назар аударады. Бала қалай дамып жатыр. Демек, бұрында болған қазірде бар, прям ойбай эпидемия болып жатыр. Эпидемия болып жатқан ештеңесі жоқ. Просто бұрынғы кезде ол балалар қараусыз қалған балалар. Енді қазір мен сізге мысал келтіремін. Сіз мектепте оқыдыңыз. Болған жоқ ешкім. Неге болған? Болған жоқ. Ерекше, мүлдем ерекшелігі бар. Мысалы, мектепте денсаулығында ақауы бар бала болған жоқ, мысалы. Енді мен оқыған жылдары әрбір класста бір бала жаңағыдай, енді коммуникациядан қатты қиындықтар болмаса да, бірақ үлгерімі жағынан кішкене төмендеу, көп адаммен сөйлесе бермейтін, топтық ойынға қосылмайтын сондай балалар болатын. Сол балалар ол заманда қараусыз қалған, и сәйкесінше олар енді қоғамның талабына сай үйреніп, сөйтіп өсіп адаптацияланып кеткен. Қазір қиындықтарды көрсе, ата-аналардың бәрі бірден тревога ұрады, сәйкесінше мамандарға барады, и сондықтан көбейген секілді. Енді одан бөлек қазір аутизмнің клиникалық критерийі да кішкене кеңейе түсті. Жаңағы гиперсезімталдық дегендер баяғыда болмайтын. Олар уже кеңейе түскен сайын, сәйкесінше баланың да несі сол критерийге сай келетін баланың саны да көбейе түсті. Мамандар айтады, мысалы, коррекциялық орталықтағы мамандар айтады. Қазіргі кеп жатқан балалардың жағдайы бұрынға салыстырған кезде төмен, қиындап кетті. Жаңағы несі, түсінігі жоқ балалар, агрессиясы қатты балалар, мүлдем тым ұқпайтын, я болмаса сенсорика жағынан көзге қатты көрініп тұратын бір ерсі қылықтар жасайтын, ондай балалар қазір көп дейді. Және диагноз жылдар өткен сайын ауырлап барады дейді. Сіз мысалы психиатр ретінде осыны растай аласыз ба? Бұрынғымен салыстырған кезде қазіргі балалар одан сайын қиындап барады деген. Енді қараңыз, осы соңғы не бойынша, ғылыми зерттеулер бойынша, енді бізде жалпына когнитивный функции, интеллектуальный жағынан қарайтын болсақ, осы 2010-ға дейінгі балаларда, енді 2000 мен 2010 жылға дейінгі балаларда, енді сіз бар, мен бар деген сияқты сол балаларда әр қашан когнитивный рост болған. Біз енді баяғыда сотка деген дүние болмаған, біз енді соткаға үйрендік. Қазір информация өте көп. Сол информацияны баяғыда
аз болған, ол кезде қатты қиын болмаған. Қазір информацияны кейде ми игеріп анализ жасап үлгермей жатады. Сол көп болуына байланысты. Сол көп болған сайын бізде мида қыртыстар да күшейе түседі. Когнитивный рост 2000 мен 2010-ға дейін көбейген негізі. Мысалы енді салыстырмалы түрде менің апама қарағанда менің интеллектуальный уровенім енді әлде қайда жоғары. Өйткені ол заманда жаңағыдай соғыс болды, оқуға, білімге қатты мүмкіндіктер болмады. Сәйкесінше сөйтіп көбейіп отырған. Бірақ енді осы жаңа ғасырда сол интеллектуальный рост постепенно, когнитивный рост негізі түсіп жатыр. Ол негізі жақсы белгі емес. Оған енді оның олай түсуіне бірден бір себеп болып отқан енді қазіргі гаджеттар, интернеттің дамуына байланысты. Жаңағыдай AI бар қазір бізде. Соның бәрі, былай айтқанда, қазір барлық адамға AI-мен жұмыс істеген жеңілірек. Сіз ойлануды сол AI-ға код жазасыз, ол сізге ойланып. Қолына қалам ұстамайтын адамдар бар ғой қазір, жазбайды. Сондай нәрселер көбейіп кетті. Енді бұл нәрсе қазіргі таңда көп ата-ана қатты назар аудармайды. Негізі бұл өте жаман тенденция. Өйткені ми ұйықтап қала ма, не болады сонда? Енді сіз миыңыз ақпаратты күнде алып отыру керек қой. Егер ми ойланбаса, сіз үшін AI ойлана беретін болса, ол уже исполнительные функции, высшие функции когнитивный жағынан енді төмендей бастайды. Ол негізі жақсы белгі емес. Сондықтан ғой жасанды интеллект заманы, бірақ жақсы. Бірақ балаларға сабақ оқымайды, содан көшіре салады, содан сұрай салады. Жақынына айтқаннан гөрі кейбір адамдар сол жасанды интеллектті құрбысы қылып алды, дос қылдырып алды, содан ақыл кеңес сұрайды. Енді AI-ды полный жамандауға да болмайды. Оның өзінің пайдасы бар, енді зиян жақтары да бар. Соны түсінуіміз керек та бұл жерде. Соны ара жігін ажырату керек. Сондықтан негізі сонымен қазіргі балалар сол жағын күрделеніп келе жатқаны осы ма? Негізі күрделеніп келе жатыр, келсем ол жағын. Сонда не боламыз? Енді қазір не болғанда, енді уақыт өте келе қазір негізі балаларда акселерация деген дүние бар. Ол бала жасынан бұрын ерте дамиды. Соған сәйкесінше кейбір енді жасөспірімдермен сөйлессеңіз, олар қазір өте көп ақпаратты біледі. Сізбен салыстырғанда, сіз өзіңізді былай салыстырсаңыз, мен аз жасымда мүлде білмейтін деген сияқты. Енді сәйкесінше ақпарат көп, олар жақсырақ біледі. И соның әсерінен енді ол информация да көп болады. Одан бөлек қазіргі білім жүйесі негізі біз оқығанмен қазіргі білім жүйесі екеуі екі түрлі. Ол кезде, біздің кезде енді кішкене жеңілдеу болмайды. Қазір баладан сұрайтын дүние де көп қой, қоғамның талабы да өте көп. Мысалы, сіз балаңызды таңертең сабаққа жібересіз, келеді, домбыраға бар дейсіз, ағылшынды оқы дейсіз, спортқа бар дейсіз. Ол бала былай айтқанда балалық шағы қатты жоқ болып тұр ғой. Далада ойнамайды ғой қазір балалар. Ол таңның атысы, күннің батысы, сіз жұмысқа қалай барасыз? Балаңызда тура сол сияқты жұмысқа барады. Балалық шақ, полноценный балалық шақ жоқ болып тұр. И сіз енді әрине ата-ана ретінде балаңыздан көп нәрсені требовать етіп, сол жақсы болсын деген ниетпен жасайсыз ғой. Бірақ енді бала да сондай, сол сіздің үмітіңізді ақтау ниетінде ол созылмалы стрессте жүруі мүмкін. Содан кейін жаңағыдай қиындықтар туындай бастайды. Депрессивный, импульсивный, осындай моменттер, агрессивный моменттер туындай бастайды. Цифрлық аутизм деген нәрсе бар, Енді цифрлық аутизм деген... Балам күшті, керемет болды, но телефон гаджетқа қалай кірді, солай аутист болып кетті дейтіндер. Енді жаңағы айтып өткендегідей, аутизм негізі туа біткен өмірлік күй. Бұл жаңағы бір жұғып өмірдің барысында келетін дүние, пайда болатын дүние емес. Сондықтан цифрлық аутизм дегенді негізі Ресейде білмеймін қандай бір передачада цифровой аутизм деп талқылаған. Бірақ негізі МКБ бойынша онда ешқандай диагноз жоқ. Ол былай айтқанда өтірік псевдоаутизм секілді өтірік диагноз. Ондай диагноз да жоқ негізі. Сіздің балаңыздың
телефон қарауы, мультфильм қарауы аутизмді шақырады деген ол сәйкес келмейді. Ол екеуі қаншама ата-ана білесіз бе, үйдегі теледидарларын лақтырып тастады, шығарып тастады. Мынау телефонды мүлдем бермеңдер деп жатқандар бар. Телефон қарау, теледидар қарау, оның теледидардың дауысы қосылып тұру балаға кері әсерін тигізе ме? Енді аутизмді шақырмайтыны ол айдан анық. Одан аутист болмайды бала? Одан аутист болмайды негізі. Бірақ басқа жағынан қиындықтар туындауы мүмкін. Яғни баланың сөйлеуінде кішкене кеш сөйлеуі мүмкін. Өйткені сіз енді баламен енді былай айтқанда қазір тамақ шай ішіп отқан күннің өзінде де біз өзіміз көп сөйлеспейміз, шындығына қарайтын болсақ. Телефонмен отырамыз, анамен отырамыз. Балаға негізі табиғи түрде сөйлесу керек, пікір алмасу керек. Сіз балаңыздан жағдайын сұрау керексіз, сұрақтарды қойып қою керексіз. Енді мысалы 3 пен 4 жас арасында, 3 пен 5 жас арасында балалар көбіне жаңағы неге мама анау не, мынау не деп сұрай береді. Сөзді көп ата-аналар енді түсінуге болады, сұрақтан шаршап кетеді енді, бірақ ол негізі сол уақыт аралығында көп сөздік қорды жинап, көп нәрсені түсіндіретін уақыт аралығы ғой. Сол уақыт аралығында көп ата-аналар жаңағыдай телевизорды қосып қояды, сонымен қалады. Сөйтіп жаңа сөйлеуінде кеш дүниелер пайда болады. Сол жағынан кішкене зияны бар. Ал агрессияны көтереді. Агрессияны ол экранное время, ол өйткені ми перевозбуждаться етіп кетеді. Бір дүниені көріп отырып, қайта-қайта көре беретін болса, ұзақ қарайтын болса, ол перевозбуждение болады. Сіз оны ограничивать етіп беру керексіз. Мүлдем шектеп тастауға, мүлдем жоқ қылдырып жіберуге бола ма? Жоқ, мүлдем жоқ қылдырып жіберуге олай жасаудың да қатты қажеті жоқ. Енді лимитированно баяғыда енді лимитированно беру керек. Ол прям қатты емес. Тоже мысалы мультикті берген кезде де ол жерде де кішкене дұрыс контентті берген дұрыс. Мысалы менде ата-аналар келеді балалармен, YouTube қосқан, бірақ тек қана ағылшынша материалдар берген. Баласы консультацияға келген кезде мен ағылшынша сөйлесіп отырсам, баласы ешқандай кедергісіз, акцентсіз ағылшынша сөйлесіп отырады. Сосын мен сұраймын, сіз үйреттіңіз ба, не істедіңіз деп? Жоқ, тек сол ютубтан ағылшынша мультиктарды қойдық, сол арқылы сөйледі дейді. Енді екі жағы бар ғой, таяқтың екі ұшы болады ғой. Бір жағы зиянды болса, бір жағы. Енді әр ата-ана әртүрлі айтып келеді. Біреу содан кейін быт-шыт болып кетті дейді. Біреу жоқ, наоборот, содан кейін ағылшынша сөйлеп тұрып, жаңағы әріптерді біледі. Кейбір балалар жаңағы түстерді біледі, нелерді біледі деп айтып келеді. Сондықтан оны таңдаған кезде, мен ойымша, контентті дұрыс таңдасаңыз, ол қатты зияны тимейді. Енді ұзақ қараудың керегі жоқ. Күніне ары кетсе 1 сағат, ода тұрған ештеңе жоқ. Ильяс мырза, осы аутизмі бар балалардың ата-аналарына қандай мамандарға жолау керек, қандай адамдарға бармау керек, қандай стимуляция, жаңа айтып жатырмын ғой, ішек тазалау, одан кейін жаңағыдай диета, қатаң диета ұстайтындар бар, сосын сол рецепттермен бөлісетіндер бар. Енді ақпарат өте көп, сондықтан сіз мына босқа шығын, босқа уақыт, босқа энергия, ал мынаған болады деп айта аласыз ғой, маман ретінде? Енді ең бірінші мәселе, егер баладан жаңағыдай аутизмнің симптомдары, яғни 1 жасқа келген кезде егер атына қарамай жатса, 14 айға келген кезде жаңа указательный жест болмай жатса, 18 айына келген кезде балада сөйлеуде қиындықтар, немесе жаңағы сюжетно-ролевой ойындар болмай жатса, ол енді сол алғашқы белгілеріне, енді былай айтқанда ред флагтар ғой. Соны байқаса, ең алдымен бірінші психиатрға барған дұрыс. Педиатрға барсаңыз болады. Педиатр арғайсызды невропатологқа жіберуі мүмкін. Негізі невропатологқа барсаңыздар, ол кісілер қарайды, сосын енді как обычно ол кісілер натроптарды жазады. Натроптар енді ол дәлелді медицинасы жоқ.
бірақ содан кейін күшті болып кеттік дейтіндер де бар ғой. Енді қараңыз, натроптардың негізі дәлелді медицинасы жоқ. Оны ол мен бір Британиядан оқып келген дүние емес, ол кәдімгі PubMed деген сайт бар, сол жерде қарасаңыз көп жерде айтады. Бүкіл әлем негізі невропатологтар натроптардан уже постепенно отказ беріп жатыр. Бірақ енді біздің Қазақстанда ол мәліметтерді қаншалықты оқитын оқымайтын мен айта алмаймын. Бірақ енді көбісі сол пантагам деген сияқты дәрілерді жазады. Сосын кейбір ата-аналар келіп айтады, осыны іштік, сосын гиперактивный болып тоқтата алмай қалдық деп айтып келеді. Кейбір ата-ана айтады, жақсы болды, кішкене дұрысталды, үйтті бүйтті деп айтады. Енді дәлелді медицина ол сізге ешқашан бір уәде бермейді. Ол нақты айтады сізге, осы. Ал кішкене жаңағыдай сомнительный, сізге егер үлкен уәде беріп жатса, осыдан кейін күшті болып кетесіз деп айтып жатса, ол негізі кішкене қорқатын, ол маманға барудың қатты керегі жоқ. Өйткені керісінше ата-аналарға осындай мамандар ұнайды. Енді ол кісілер, мен ата-аналарды әрине түсінемін, осындай баламен өмір сүру, тәрбиелеу өте қиын. Ол кісілерде үміт ешқашан өшпейді, өшпесін де мен келсем. Бірақ біздің мемлекетте барлық мамандар шындықты айтып сізге бөліседі деп айта алмаймын. Өйткені осы проекттердің көбісі коммерческий проекттер. Фарм компаниямен мен бір өзім былай күресе алмаймын, шыны керек. Өйткені олар алпауыт. Олардың рекламасы ол өте жоғары деңгейде. Сәйкесінше сол маркетингтің құлы болып ата-аналар соған ілініп кетеді. Енді ата-аналар бұл жерде былай ғой. Енді көмектескісі келеді ғой. Енді ол жерде былай ғой, ата-аналар мүмкін осы көмектесіп қалар деген ниетпен соған ілініп кетіп жатады. Бірақ енді маған келген ата-аналардың көбісі толығы дерлік бәрі натроптан күшті болып кетті, натроптан кейін аутизм жоғалып кетті деген нәрсе ешқашан ондай айтқан жоқ маған. Ешкім. Ал баттар ше? Енді баттар бойынша қазір енді бізде көп ата-ана жаңағы шетелдегі дәрігерлерді қарап, Израильдің, Американың протоколдарын қолдандық, үйттік, бүйттік деп айтып жатады. Неше түрлі миллионға баттар алып жатады. Бірақ енді бірден айтайын, ол баттардың да тоже доказательный базасы жоқ. Сондықтан оны сіз іштіңіз не, ішпедіңіз не, одан балаңыздың жаңағы аутизмге жақсы әсері береді деп мен айта алмаймын. Ол енді дефициттар болады, келсем. Сіз анализ тапсырасыз, педиатрға барып, жаңағыдай витамин жетіспеушіліктер болуы мүмкін, немесе темір жетіспеушілік, анемия сияқты. Егер анализбен подтвержденный болса, өзде ішсеңіз мен қарсы емеспін. Өйткені оны енді жабу керек. Бірақ жаңағыдай осыны ішсеңіз сөйлеп кетеді, осыдан кейін күшті болып кетеді деп жасайтын дүниеден алшақ болған дұрыс. Бұл не үшін? Қазір енді біздің мемлекетте неше түрлі дәрігерлер бар. Қазір енді интегративный врачтар бар. Ол кісілер жаңа ішекпен осындаймен жұмыс жасаймыз, осылай деп айтып жатады. Маған кейбір ата-аналар келеді, 2 жасынан 4 жасына дейін бір күнде 20 таблетка берген ата-аналар бар. Сол кісілерден сұрасаңыз, ол кісілер айтады, ешқандай эффект болған жоқ деп. И интегративный врачтар сол жаңағыдай көп дәрі беруі мүмкін. Бірақ енді барлығы демеймін, енді арасында бар. Ол БАДыды, ол ешқандай жаңағыдай побочный эффект жоқ деп айтыла береді. Дегенмен де баланың бауыр бүйрегіне бүкіл дәрі, дәрмек, тамақ бәрі бауыр бүйрекпен қорытылады, метаболизммен шығарылады. Сәйкесінше ол бауыр бүйрекке өте қатты әсерін тигізуі мүмкін. Егер ата-аналар солай ұзақ уақыт ішетін болса, ертең жасөспірім үлкен болған кезде балада лекарственный гепатит, лекарственный цирроз сияқты дүниелер қалыптасса, ол кезде ата-аналар аутизміңіз әшейін дүние болады. Өйткені ол гепатит, цирроз деген дүние, ол енді былай айтқанда өлім мен өмірдің арасында тұрған жағдай, ол
оның емдеуі ол өте қиын дүние. Сондықтан кішкентай баланың ағзасына ондай көп дәрі беріп жасаудың керегі жоқ. Өйткені енді сіздің балаңыз ол лабораториядағы қоян емес қой, әр нәрсені бір беріп көре беретін. Осылай ата-аналарға дәрігерлердің айтқанын естимін мен, жаңа педиатрлардың айтқанын. Сол кезде ата-аналар айтады, әрине сіздің балаңыз ондай емес қой. Бұл біздің бала. Тұратын 24/7 сол баламен айналысатын біз. Сондықтан біз көзіміз тірісінде баламызды қатарға қосып кеткіміз келеді. Сондықтан біреу жақсы метод пайда болды, витамин шықты десе, біз соны істеп көргіміз келеді. Енді вдруг емделіп кетеміз деген үміт қой. Иә, енді мен оның бәрімен келсем, бірақ енді бізде сондай мамандар сіздер арқылы ақша жасайды ғой, былай айтқанда, шындығы. Егер сол нәрседен емделіп кеттік деп айтып кесе ата-ана, ол маған да жақсы. Олар өз балаларын көрсетеді ғой. Жаңағы баттар ұсынатындар, я болмаса емдедік деп айтқандар, олар өздерінің балаларын көрсетеді. Міне мен балам мектепте оқып жүр. Менің балам университетке түсейін деп жатыр. Енді сол балалар менің ойымша дұрыс диагностика жүрмеген секілді. Ол балаларға нақты жақсылап қаралмаған секілді. Оларда истинный аутизм. Истинный аутизм деп айта алмаймын. Егер истинный аутизм болса, енді истинный аутизм дегенде, енді аутизмі бар бала ол өмір бақи жаңағыдай қиындықтар болады деп айтпаймын. Олар уақыт өте келе жаңағы подростковый период болады, эндокринді өзгерістер болады. Оның бәрі өзінің септігін тигізіп, бала қоғамға үйренеді уақыт өте келе. Бірақ қашан, қай жаста? Осындай бір нәрсе естігің келеді де, мысалы, барасың, бір мамандарға барсаң, айтады, осыны істесек, сабақтан қалдырмасаңыз, бүйтсеңіз, сөйтсеңіз, балаңыз мысалы мектепке барады, мына бүйтеміз, сөйлей бастайды деген сияқты нәрсені айтады, саған үміт сыйлайды, сен қанаттанып шығасың. Ал психиатрға барсаң, психиатр не дейді? Жоқ, енді сосын сағын сынып, сосын әрине көп адам қорқатты, дәрігерден барып, сол нақты нәрсені естуден қорқатты. Үміт сыйлайтын басқа адамдарды, басқа есіктерді жағалайтыны сол. Мысалы, айта аласыз ба маман ретінде, мысалы дәрігер ретінде, 18 жасқа келген кезде, мысалы, я болмаса 20 жаста балаңыз сізбен диалог болады, сөйлесе алады, ол бала үйленеді, ол баланың достары болады, ол бала жұмыс істей алады деген сияқты. Осындай бір үміт меніңше ата-ананы жетелейтін сияқты. Енді қараңыз, жалпы енді мынау коррекциялық жұмыстар бар, бәрі ол факторлар бар да. Бұл жерде ең бірінші мәселе ол интеллектке байланысты. Егер интеллектуально снижение болмаса, оны никак көтеруге болмайды интеллектіні. Ол қазір айтам. Егер снижение болмаса, ол балада енді қоғамға бейімделу кішкене жақсырақ жүреді. Енді ол интеллектіні көтермеу мәселесін айтайын. Енді осы жерде көп ата-ананың кішкене қателесетіні, немесе көп маманның қателесетін моменттері. Енді бізде интеллектуальный планда конкретное мышление бар, абстрактное мышление бар, конкретно образное мышление дегендер бар. Енді конкретное мышление дегеніміз, ол сіз бір сөйлем мысалы жаңағы мақал мәтелдерді айтасыз. Немесе қолы алтын екен деген сөзді айтасыз. Қолы алтын екен деген сөзді айтсаңыз, егер абстрактный мышлениясы бар адам болса, енді интеллект сохранный болса, ол кісі айтады, мына адамның қолынан барлығы келеді екен, қолы шебер екен деген түсінеді. Ал абстрактный мышление болмаса, қолы кәдімгідей алтын ба деп іздеуі мүмкін. Ол ауыспалы мағынаны қатты түсінбеуі мүмкін. Осымен сипатталады. Енді өкінішке орай абстрактный мышление болмаса, ол негізі интеллектуальный недостаточностьқа енді основной критерияның бірі. Жоқ, мен айтам да, мысалы, сол сниженный интеллект деп қойып бергеннен кейін коррекция арқылы дамытуға болады. Иә, ата-ана коррекция арқылы, я болмаса жаңағы бір дәрумендер, білмеймін, әйтеуір баласымен үнемі үздіксіз жұмыс істеу арқылы сол интеллектіні көтеруге бола ма деймін да. Өйткені мысалы кейбір дәрігерлер бүйтіп айтады, сниженный интеллект, сіздің балаңыз, мысалы маған осы сөзді айтты. Жылағым келді осы сөз.
айтады: Асхат, маған су бер. Көп болды жыламағаныма, иә? Нет, нет. Мысалы деймін да, маған айтты: сниженный интеллект сіздің балаңызда, сіздің балаңыз тек аяқ киімдер жинауға жарайды деді. Енді қараңыз, абстрактный мышлениенің негізі дамуы, енді ол жаңа интеллектуальная недостаточность деген негізі аутизм сияқты туа пайда болатын жағдай, ол жүре пайда болатын дүние емес. Енді ол да тоже жаңа айтып өткендегідей күй. Егер абстрактный мышление негізі дамымаса, өкінішке орай, ол сіз қанша коррекцияға барсаңыз да, ол негізі дамымайтын дүние. Шындығы сол. Енді ата-аналарға әрине болды дамымайды екен деп айта салу ол оңай. Бұл дертті берген Алла, шипасын да беретін Алла. Мен дәлелдеймін дейді, соны дәлелдеп баласын күшті қатарға қосып жіберетін де ата-аналар бар. Иә. Енді ол олай үмітті үзіп жіберген дұрыс емес менің ойымша. Өйткені енді бірақ бір нәрсені түсінуіміз керек та, сізде балаңызда интеллектуальный снижение бар жоқтығын оған арнайы валидированный тесттер бар. Сіз психиатр маманға қаралып, ол кісі сіздің балаңызбен сөйлесіп, ойнап отырып, қарап, сіздерде интеллектуальный снижение бар деп айтатын болса, енді подозрение ұстап айтуға болады әрине, бірақ ол тек психиатрдың субъективті ойы негізі. Негізі арнайы тест жасалу керек. Оны кім жасайды? Ол тестті жасаған кезде сіздің балаңыз арнайы келеді, сол жерде жарты сағат, 45 минуттай клинический психолог сіздің балаңызбен ойын арқылы жасайды. Сол кезде сізге... Бізде бар ма ондай мамандар? Бізде бар, иә. Астанада істейтін мамандар бар негізі. Енді сол тест жасалғаннан кейін сізге арнайы кәдімгі документальный қағаз беріледі. Сол жерде сізге IQ шығарып тұрады. Сіз енді соны қарайсыз. Сол кезде сізге айтып түсіндіреді: я, интеллектуальный снижение бар, интеллектуальный снижение жоқ деп. Соны айтады. Сіз осы қағазды алғаннан кейін, сіз ары қарай енді болды, мен балам интеллектуальный снижение бар деп қол қусырып отпайсыз ғой. Сіз сәйкесінше әрекетіңізді жасап, одан кейін коррекциямен айналысасыз. Енді ол баладан кім шығады сонда? Мысалы, интеллект қандай жаңа коррекция жасасаң да көтерілмейтін болса, ол баладан не күтуге болады? Қай жағынан дамыту керек? Енді жаңағы айтып отқан дүние, бізде жаңағы осы аутисттарда бір мәселе бар, ол гиперфиксация. То есть бала бір дүниеге негізі өте қатты қызығады, өзінің бір қызығатын дүниесі болады. Кейбір балалар бассейнге қатты қызығады, кейбір балалар жаңағыдай жануарларға қызығады деген сияқты. Енді сәйкесінше сол баланың қызығатын жағына акцент қойсаңыз, сіз сол арқылы көбірек баланы дамыта аласыз. Енді бір мысал айтайын. Британияда осындай бір ата-ана болған, аутист баласы, психиатрға барған, енді бармаған жер жоқ, жаңағыдай әртүрлі натроптарды көрген. Ол жақта емші бар ма? Бар, ол жақта да бар ғой, енді ол адами фактор ғой. Ол традиционный, нетрадиционный медицина, ол любой мемлекетте болады. Ол кісі барлығына барып көрген, жаңағы остеопатқа да барған, стволовой клеткиді да жасаған, ешқайсынан эффект көрмеген. Сосын баласы енді жасы өскен сайын жаңағыдай жануарға қатты қызығатынын байқаған. Сөйтсе баласы тек қана сондай бір аллигаторларға қатты қызығады екен, крокодилға. Сосын баланы алғанда зоопаркке апарған, аллигаторды көрсеткен. Сөйтіп үйде кітаптардың бәрі тек қана аллигатор жайлы. Сәйкесінше бала ана кітапты ашып қызығып оқып, солай жасалған. Потом
мектепке барған кезде сондай бір дебат клубтар ұйымдастырған, жаңағыдай по защите деген сияқты жануарларды. И сол бала сол жерде дебатта выступать етіп постепенно сөйтіп үйренген. И қазіргі таңда сол бала мысалы приют по защите животныхта жұмыс жасайды. Яғни ол бала, бұл баланың мысалы ретінде айтып отқаным, бала мысалы жануарларға қатты қызықты, сіздер соған көбірек акцент қойдыңыздар, сәйкесінше бала сол жануарлармен жұмыс жасайды қазір. Көп адаммен сөйлеспейді, ол бала, бірақ профессионалды тұрғыда әңгіме жоқ та, өйткені ол жұмысын жаңағы жануарларды күтімінде мықты да ол таптырмас маман. Бізде де бар ғой Амир деген бала, біз түсіргенбіз. Амир қазір суға керемет жүзейді. Қазақстанда біраз жетістіктерге жетті. Енді қазір ол олимпиадаға дайындалып жатыр, паралимпиадаға. Ол таяуда шетелден де бір орын алып келді. Яғни өзін осы жағынан тапты, спорттан тапты. Бізде велоспорттан бар әлем чемпионы Дастан деген бала. Ең болмағанда деймін да, жаңағыда ата-аналарға сниженный интеллект, сіздің балаңыз сөйлейтіндері бар, сөйлемейтіндері бар. Соған қарамастан сіз балаңызды ең болмағанда спорттан алып шыға аласыз ғой, әрине. Ол енді былай шектеу қою болды, осылай деп айту енді кішкене дұрыс емес. Енді оның бәрі дәрігердің коммуникациясына байланысты дүниелер ғой. Сіз қалай сөйлесіп, қалай түсіндіресіз, сол бағытпен кетеді ата-ана. Бірақ бір факт, енді бала сол қызығатын дүниесіне баратын болса, ол көбіне біртектілікті жақсы көреді, осындай аутизмі бар балалар. Мысалы, қарапайым адам рутинадан шаршап, күнде бір нәрсе болып кетті деп жалығып кетуі мүмкін. Ол балаларда ондай рутинаны өте қатты жақсы көреді. Олар бір спортқа, бір сондай жағына икемдесеңіз, олар жылдар бойы соны жалғастыра береді. Олар шаршадым дегенді айтпайды. И сәйкесінше сіз енді бір салада 10 000 сағат жүрсеңіз, сізден артық профессионал жоқ деген қағида бар ғой. Сол секілді, егер ол бала күнде спортқа бара беретін болса, одан артық профессионал бала жоқ болады. Жақсы қаладағылар апарады, ауылдағы балалар? Енді ауылдағы балаларға шынымды айтсам өте қиын. Енді біз қазір Астана, Алматыда, мегаполис қалаларда психиатриялық көмектің толыққанды болмаса да енді белгілі бір деңгейде көмек бар. Бірақ ауылдық, жаңағыдай аудандық деңгейде өте тапшы мамандар. Сондықтан ол кісілер енді амал жоқ, өстіп ауылдан қалаға келіп жататын жағдайлар бар. Менің осы ютубыма шыққан мамандардың барлығына жазылады сол кісілер. Барлығына жазылады. Жаңағыдай ем іздейді, коррекция іздейді деген сияқты ғой. Бірақ ауылдағы жаңағы аутизмі бар балаларда сенсорикамен проблема жоқ қой, Енді олар табиғи ортада жүр ғой. Олар жалаң аяқ жүреді. Балалар қорада жүреді. Суда, көз алдарында, шөпте, енді ол жақта одан бөлек экология да бар да. Жаңа контакт та көп мысалы ауылда. Ауылдағы адамдардың бәрі енді Инстаграмда отырады деп айта алмаймын. Өйткені үйде тіршілік бар ғой. Сосын ауылда жұмысқа жұмсайды ғой, мысалы. Шөп салып кел, мынаны алып кел, ананы алып бер, гөлек, арам шөп жол деген сияқты. Этаж үйде сіз қамалып отқаннан кейін көп нәрсеге жұмсай алмайсыз. Мысалы, тоже ауылдан ата-аналар келеді, жаңа сұрасам айтады, жануарға қатты қызығады балам деп. Сосын айтам, жаңағы өз ауыл шаруашылығымен айналысатын, мал шаруашылығымен айналысатын адамдар айтады, қораға барып көмектесіп не ала ма десем, көмектеседі, қатты соны жем беріп сөйтіп жүргенге жақсы дейді. Сосын мен айтам да, енді мүмкіндік болмаса, сол жаңағы қораны қалай күту керек, малды қалай күтімін жасау керек, соны үйрете беріңіз. Егер сіздің балаңыз мықты фермер болса, оның аутист екенін ешкім назар аудармайды ертең, өйткені ода мал көп болады. Тура сол сияқты баланың мықты тұсына қарай икемдеп, сол жаққа акцент қойсаңыз, балаңыздың дамуы жылдамырақ болады негізі. Ілияс мырза, көбінесе ата-ана жанталасады, баламды сөйлетемін деп. Ойлайды, сөйлетем, сонымен мәселе шешіледі, ол аутизмнен шығады деп ойлайды. Бірақ бұл жерде ең басты мәселе оның түсінігі ғой. Түсінігі болмай, ол сен айтқан сөзді қайталап тұрса, оның не қайыры бар?
Иә. Енді жаңа сіз айтып отқаныңыз дұрыс. Аутизмі бар балаларды сөйлетсем болды, ары қарай біз аутизмнан шықтық деген әңгімелер көп таралады. Бірақ енді айтайын, жалпы осы аутизмі бар балаларда сөйлейтін уақыт 4 пен 7 жас арасында негізі. Осы уақыт аралығында балалар жақсы сөйлеп қоса бастайды. Енді барлығы емес, кейбіреулер ерте сөйлеуі мүмкін, кейбіреулер кішкене кеш сөйлеуі мүмкін. 8-10 жаста сөйлейтін. Мүлдем сөйлемей жүріп 8 жаста, 10 жаста, 14 жаста сөйлеп кетуі мүмкін бе? Енді қазір мен сізге статистиканы айтайын. Жалпы аутизмі бар балалардың 30-40%-інде умственный недостаточность болады. Одан кейін 30-40%-інде қатар СДВГ жүруі мүмкін. И 20% аутист өкінішке орай мүлде сөйлемейді. 20%. Ал қалғаны сөйлейді. Егер 7-8 жасқа дейін бала сөйлеп кетсе, қуалап жету жиілігі жақсырақ. Егер ол уақытқа дейін сөйлемесе, енді 14-15 жаста сөйлеуі мүмкін, бірақ диалог ретінде сөйлеу енді кішкене қиындау. Сондықтан мидың мүмкіндігі шексіз. Иә. Ми дами береді, ақпаратты қабылдай береді, қорыта береді деген нәрсеге сенеміз ғой. Иә. Сол ойлайсың да, жарайды, 14 жаста сөйлеме, 20 жаста сөйлесе, мысалы, мама тамақ ішім кеп тұр десе. Ол үйтіп айтсақ, әрине, ол өте үлкен қуаныш болады ғой. Бірақ негізі ата-аналар 7 жасқа дейін сөйлетуге тырысу керек. Негізі сол уақытқа дейін баланы сөйлетуге тырысқан дұрысырақ болады. Сол кезде кішкене жаңағыдай сөйлеуі, қуып жетуі более благоприятный. Чем 10 жаста сөйлегеннен гөрі сол уақыт аралығында сөйлесе жақсырақ болады. Ал түсінігі мүлдем қалыптаспайтын балалар бар ма? Енді ол қайда жүр, не істеп жүр? Ол енді интеллектуальный снижениеге байланысты. Интеллектуальный недостаточностьтің өзінің 4 түрі бар. Легкий, средний, тяжелый, глубокий деген сияқты. Егер легкий болса, ол бала қоғамға икемденуі, үйренуі, адаптациясы жеңілдеу болады. Егер умеренный болса, енді кішкене қиын. Глубокий болса, енді өкінішке орай ол балалар, шындығын айтайын, бұл жерде бала ата-анасында танымайды негізі. Ол балалар. Ол жаңағы баланың даму векторы қай жағынан қалай болады деп отырсыз ғой. Бірінші мәселе интеллектуальный момент. Екінші мәселе жаңағы социальный навыктар, навыки самообслуживания. То есть бала өз киіну керек, не алу керек, сол бар. Одан кейін отбасы қаншалықты сол балаға көмектескісі келетін моменттер. Өйткені енді ащы болса да шындық, көп ата-аналар жаңағы бала туылғаннан кейін жолдастары тастап кететін, кішкене шиеленісіп, қарым-қатынаста қиындайтын моменттер болады. Одан кейін мектептің де мәселесі бар. Бізде енді өкінішке орай Қазақстанда мектептер осындай балаларға білім беруге қатты дайын деп айта алмаймын. Осындай балаларға teach деген метод бар. Яғни жеке мектеп қой былай айтқанда. Ол мектепте жаңағыдай сенсорлық кабинеттер болады. Бала қатты перегружены болса, сол кабинетке шығып, кішкене успокаиваться етеді, сосын қайттан кіреді. Сосын білім берген кезде де енді көп аутисттар сіз сөйлегеннен гөрі визуально көрсеткенді жақсы қабылдайды. Сондықтан жаңағыдай визуальный подсказкалар өте көп болады сабақ түсіндірген кезде. Одан кейін емтиханда кішкене көбірек уақыт беріледі. Сондай жағдайлар жақсырақ. Сосын енді аутисттерге сіз бір нәрсе түсіндірген кезде ұзақ сөйлеп түсіндіру ол кішкене қиын. Оған простой инструкцияны айтсаңыз, соны жақсы түсінеді. Сондықтан енді мұғалімдер тарапынан егер сондай жақсы мектептер, осындай инклюзия, енді қазір уақыт өте келе дамып келе жатыр, соның бәрі қалыптасатын болса, ол кезде 18 жасқа келгенге дейін уже бала более-менее адаптированный болып шығу керек қой. Дұрыс сөйлемейтін баланы
көп жаңағы бақшаға беріп жүрсем, я болмаса қалыпты балалардың арасына қосып жүрсем, мектепке беріп жүрсем, қатарға қосылып кетеді деп ойлайды, иә, ата-ана. Енді оны Ол бала керісінше стресске түсіп, одан сайын күрделеніп кетпей ма жағдай, әлде жақсара ма қайта? енді қарау керек. Кейбір балалар, енді бізде расстройство экспрессивности речи, рецептивности речи деген бар. Экспрессивности речи деген сіздің айтып отқан сөзіңізді түсінеді бала, қабылдайды. Бірақ өз сөйлеуде қиындықтар болуы мүмкін да. Енді көбіне подозрение на аутизм болып келген кезде осы диагнозбен келеді. Кейбір балалар өзі кішкене кеш сөйлейтін болады, бірақ ол балада жаңағыда қайталанатын қозғалыстар немесе жаңағы тізбектеп қою сияқты ондай симптомдар жоқ болса, ол баланы садикке берген дұрысырақ болады. Өйткені ол өзінің айналасындағы балалармен сөйлескені дұрыс. Ал егер енді нақты аутизмі бар бала болса, оны алдымен жаңағыдай коммуникацияға, түсінігіне, сол жағына көңіл бөліп, сосын барып берсеңіз, сол кезде кішкене дұрыс болады. Былай оңды солды бере салсаңыз, ол барып әшейін уақыт өткізіп қайтқаны ғана болады ғой. Ал жаңағы 18-ге дейін береді аутизмді, жаңағы мүгедектікті де, одан кейін шизофрения. Диагноз ауысу мәселесі. Енді қараңыз, аутизм ол шизофренияға ауысып кете ма өскен кезде? Енді жаңағы мен айтып отқан МКБ 10-11 деп айтып отқаным сол ғой. Ол жерде МКБ 10-да сізде детский аутизм деп, ол аутизмді расстройство детского возраста ретінде қарастырады. Ал МКБ 11-де рас деген ол пожизненный да. Ол жерде сіз детский, подростковый, взрослый деп бөлінбейді. Сондықтан рас деп қойылған негізі дұрыс интерпретация да. Осы уақытқа дейін негізі диагнозды жаңағы енді инвалидностьке оформиться еткеннен кейін мемлекет тарапынан кішкене ақшалай көмек бар, коррекционный кабинеттер бар, соны алып үйреніп қалған ата-ана 18 жасқа келген кезде сол ақшаны алу үшін, жалғастыру үшін либо шизофренияға, либо шизотипия деген диагнозға, либо умственный отсталостьқа былай ауысқанына көнетін тұғын. Бірақ қазіргі таңда ол диагноз үйтіп ауыспайды. Қазір сол детский аутизммен қалып, сізді инвалидностьке дальше оформить ете береді. Яғни диагноз ауыспайды. Қазір балаң аутист, ертең шизофрения ондай болмайды. Ондай жоқ. Қазір ондай жоқ. Точно? Точно. Мен осы сұрақты Центр психического здоровьядан сұрадым. Мен де сіз секілді ойлап жүргем негізі. Былай қалай ауыса ма деп ем. Жоқ, қазір ауыспайды. Қазір сол диагнозбен қалады, арғай инвалидность жалғаса береді. Негізі болашақта МКБ 11-ге ауысатын болса, уже бұндай сұрақтар туындамайды. Ол кезде уже тек рас деп қойылады. Арғай уже жүйелі түрде маршруттардың бәрі реттеледі ғой. Қазір енді біздегі кішкене қиындық сол былай ауысу кішкене не болып тұр да. Мысалы аутизмі бар адамнан дені сау бала дүниеге келе ме? Бар ма сізде мысалы естіген, көрген? Я ол кісінің аутизмі бар, бірақ міне үйленді, я болмаса тұрмысқа шықты, баласының дені сап-сау. Енді ондай нәрсе болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Бірақ енді жаңағы тұқым қуалайтын факторды бәрібір ол риск факторға жатады. Енді аутист бала үйленсе, одан аутист бала туылу жиілігі негізі жоғарылау. Мысалы, маған консультацияға келген ата-аналармен сөйлесіп отырсаңыз, ол кісілер айтады, кейбір ата-аналар енді айтады, негізі менде де осындай кішкентай кезде қиындықтар болған. Менде көп адаммен дос бола алмайтынмын. Топтық ойындарды қатты ұнатпайтынмын. Осындай кейбір моменттер, айналатын моменттерге, мысалы, стиралға айналып отқанға ұзақ қарап отыратынмын деп өздері мойындап айтады. Бірақ енді оларда интеллект сохранный болғаннан кейін, олар қоғамның талабына сай үйреніп, мамандықты игеріп, ары қарай былай айтқанда адаптациядан жақсы өткен адамдар да. И оларда сөйлессеңіз, ол кісілер айтады, негізі менде бар, енді мен баламда бар екенін енді в принципе түсініп тұрмын. Сонда әлеуметтік желіден көріп жүрміз ғой, қазір мен аутистпін. Мен кезінде аутист болғанмын. Иә. Сонда болған. Енді
үйтіп үлкен кісілер қатты айтады деп айта алмаймын. Негізі аутист қазір болғанмын қыз деп жігіттер мен таяуда ғана көрдім, мақтанып айтатын. мен аутистпін деп жазып қойған, содан кейін тарқатқан. Оған кім қойған екен ол диагнозды? Сол өзі айтып жатыр, мен адамдармен араласқым келмейді, ортақ тіл табысқым келмейді. Енді ол диагнозды психиатр қою керек. Бізде енді былай ғой, қазір Инстаграмда былай айтқанда хайпқа ғой бәрі. Соған жұмыс жасайды да, мен андаймын, мен мұндаймын деп айта береді. Негізі ол нақты сізге документально диагноз қойылу керек та, оны тек қана психиатр қоя алады. Көп адаммен араласпайтыныңызды қарап мен аутистпін деп айту, ол енді не профессионально ол. Былай айтқанда сізге нақты обследованиеден өту керек, психиатр егер қойса, иә. Сол кезде токтармен стимуляция жасау. ТМС, томатис, бар. Енді қазір мен айтып өтейін. Микропарализация. ТМС бар, стволовые клетки бар, томатис бар, остеопат бар, безглютеновая диета бар, натроп бар, глиолия деген бар, неше түрлі бар. Енді дельфинотерапия бар. Енді дельфинотерапия ол сіздің жаңағыдай неңізді күшейт жүреді, жоқ жүреді деп айта алмаймын. Оның да научно недоказанный метод, ол нақты дәлелді базасы жоқ, сондықтан оны мен де айта алмаймын. Осы жаңа мен айтып өткен интервенциялардың ешқайсының доказательный базасы жоқ негізі. Бірақ ол кісілер неге бар, неге сол өте үлкен сұранысқа ие? Өйткені ол кісілер сіз ата-аналарға үлкен үміт сыйлайды. Сіздерге айтады, ойбай, осындай болды деп. Соған сәйкесінше ата-аналар соған ілініп. Былай айтқанда қазір ата-аналар, аутизмі бар ата-аналар уязвимый слой населения кіреді. Ол кісілер любой шыққан жаңалыққа аутизмі бар балалар тәрбиелеп отырған ата-аналар, ол кісілер любой шыққан осы көмектесті деген нәрсені бәрін оқиды. Соған өкінішке орай көп ата-аналар, енді мен ол кісілерді жазғырамаймын. Жоқ, біреу аяқ астынан оны ойлап таппайды, мысалы томатисті, ТМСті, біреулер ойлап тапты ғой оны. Иә, тапты. Жаңағы столовые клетки, иә. Аяқ астынан біреу бұл аутизмге көмектеседі деп шығара салған жоқ қой. Иә, ол үйтіп шыққан жоқ, бірақ енді сондай рекламамен сіздерге шыққан кезде сіздер енді көмектесіп қалады-ау деген ниетпен барасыздар, ол түсінікті. Бірақ енді қазір мына интернет жүйесінде ол сіздердің кінәларыңыз емес, ол больше біздің кінәміз деп ойлаймын мен, дәрігерлердің. Өйткені бізде жалпы енді осы аутизмнің төңірегінде жүрген психиатр дәрігерлер, жалпы дәрігерлер біз өте қарапайым, қатты выскочка емеспіз да, былай айтқанда. Бізге аудитория жинап, біз красноречиво сөйлей алмаймыз, өкінішке орай. Негізі маған салса, мен тек консультациямды жүргізіп, тыныш өмір сүрген маған выгодно. Менің қазір әлеуметтік желіні активно жүргізу себебім, просто мен шетелден оқып келдім, мына жерде көрсем, енді өте бардак болып жатыр. Әркім әртүрлі информация атады. Информация өте көп. Оның дәлелді базасы бар, дәлелді базасы жоқ. Соған енді ілініп атқан ата-ана өте көп. Менің қазір өстіп бұлай жүргізіп жүрген себебім, просто ата-аналарға дұрыс маршрут болса екен. Сол кісілер көп, ол әңгіме ақшада да емес, әңгіме ақшаны ол ата-ана аямайды, мен түсінемін. Просто уақыт қой. Уақытты ата-аналар жоғалтып алады да. Уақыт жоғалтқаннан кейін ол өте қиын. Егер уақытында келіп, көп жаңағыдай коррекцияны дұрыс жүргізетін болса, балада жақсы результаттар көрінеді. Ал жаңағы сіз айтып жатқан методтарға барып, содан жақсы нәтиже көріп жатқандар, олар сәйкестік пе сонда? Ол балалардың, енді қараңыз, үйтіп жатқан балалардың көбісінде қандай диагноз? ЗПР немесе ЗРР деген сияқты диагноз. Подозрение саут чертами деп жазады. Енді оны көбіне невропатологтар жазады. Енді қараңыз, жалпы невропатолог емес, в целом енді неше түрлі дәрігерлер, көп адам сөйтіп жазады. Бізде ЗПР, ЗРР деген ол педагогический диагноз екенін біз дұрыс түсінуіміз керек та. Жаңа МКБ-10, 11-де ондай ЗПР, ЗРР деген диагноз жоқ. Ол жерде четкий
критерий бар. Сіздің балаңызда либо аутизм, либо жоқ деген сияқты. ЗПР, ЗРР мен барып балам үйтіп кетті, бүйтіп кетті деп жатқан балалар, жақсы эффект көргендер, ол скорее всего ол балаларда негізі аутизм жоқ. Ол балалар енді кішкене кеш сөйлейтін балалар болуы мүмкін да, и олар сондай сәл стимуляция алғаннан кейін может жақсы эффектісін көріп жатқан шығар. Ол да атына қарамады, ол да тамақ жемеді, ол да жаңағыдай заттарды тізді, ол да сөйлемеді, ол да жаңағыдай өз-өзіне қызмет жасай алмады. Тура сіздің жағдай бізде де болған, қазір бізде бәрі тамаша дейді. Қазір бәрі тамаша дегенде ол не айтады? Мысалы, мен балам сөйлейді, мектепке барады, достары бар, қызығушылығы бар, осындай жетістігі бар деп айтқаннан кейін әрине қызығасың. Енді білмеймін. Енді мен жеке өз басым ол ата-аналардың балаларын диагностикадан өткізбегеннен кейін мен енді ол кісілер қандай жағдайда болып, қалай коррекция жүргізген мен айта алмаймын. Бірақ сіздің практикаңызда бар ма? Мысалы, нақты рас деп қойылды. Иә. Сосын сол балалар жаңағыдай стимуляция бір нәрселерден өтіп. Енді мен практикамда рас деп диагноз қойылған балалар бар. Бірақ олар жаңағыдай стимуляция ештеңесіз, тек кәдімгі коррекция жүргізу арқылы адаптацияда жүрген жаңағыдай балалар бар. Бірақ аутизмнен шыққан жоқ. Жоқ. Ол қалай, енді қараңыз, былай ғой, бұл жердегі мәселе енді ағылшынша айтқанда камуфляжинг деп аталады, ол маскинг деп аталады да. Енді жаңа коррекцияға барады, қоғамның талабы бар. Сіздің балаңыздың жасы өскен сайын сізде қоғамның талабы да күшейе түседі. Сіз 2 айлық балаға неге атына қарамайды деп айта алмайсыз ғой. Бір жасқа келген кезде атына қарамаса уже не аласыз. Мектепке барған кезде әріптерді білмей тұрса, уже ол тоже қоғам сол өзінің определенный периодта істеу керек нормалары бар. Енді сіздің балаңыз коррекцияға барып жүргеннен кейін сол нәрселердің бәрін үйренеді, сол жерде қарайды, қалай баламен дос болу керек екен, қалай сөйлесу керек екен, соның бәрін үйренеді. Сол үйренгеннен кейін енді балаңыз базовый навыктарды үйренгеннен кейін ол сізбен де коммуникацияға, басқа адамдармен де жақсы түсе бастайды. Бірақ жаңағыдай қиындықтар туындауы мүмкін да. Мысалы, басқа адаммен араласқан кезде басқа адамдар сіздің балаңызбен қандай ниетпен араласып жатқанын дұрыс түсінбеуі мүмкін. Болмаса жаңағыдай социальный нормы, личный границаны қатты түсінбеуі мүмкін. Бірақ енді сіздің балаңыз жаңа кірген кезде бәріне ассалаумағалейкум, саламатсыз ба деп сөйлей беруі мүмкін. Бірақ ол енді ондай, соны енді былай айтқанда ол более-менее компенсацияда жүрген балалар ғой. Енді сіз балаңыз сондай деңгейге жетіп жүрсе, басқа ата-аналар былай кратковременный перспективада балаңызды көріп, сізде аутизм жоқ қой деп айтуы мүмкін да. Бірақ сіз ата-ана ретінде 24 сағат осы балаңызбен жүргеннен кейін сіз қандай қиындықтар бар екенін бәрі түсініп тұрасыз ғой, біліп тұрасыз ғой. Ол айналып келген кезде кәдімгі нейротипикалық балаға сәйкес келмейді ол. Сондықтан ол кейбір нәрселерді көрсетпегенімен, үйреніп алғанымен ол белгілі бір деңгейде өзінің қиындығы бәрібір сақталады. Сондықтан оны шығып кеттік деп айтқан ол кішкене дұрыс емес. Жақсы. Рахмет, Ильяс мырза, маған уақыт тауып келгеніңіз үшін. Сізге көп рахмет. Көп сұрақтар бар, әлі де қоятын. Егер біздің көрермендерге бұл сұхбат ұнайтын болса, өздеріне қажетті сұрақтарына жауап ала алатын болса, күшті реакция болатын болса, екінші сериясын жасаймыз, Құдай қаласа. Негізі шынымен көп рахмет. Мен просто көп журналистерге жаздым. Мен негізі келіп отқан себебім шынымен андай мен бір ақшадан, мен жаңағыдай адамдар көп білсін мені деп тұрған ештеңем жоқ. Мен ол не жағынан келіп отқан пациенттер жетеді менде, шынымды айтайын, 1 ай 2 ай бұрын жазылады. Просто бұл жерде мен мақсатым, мемлекет мені болашақпен оқыдым, мен мемлекет маған сонша ақша құйды. Мен сол жерде қанша құйды? 45 миллион құйды маған, мысалы. Бір жылға 45 миллион құйды. Мен енді соны сол жақтан көрген тәжірибемді көріп кеп айтпасам, осыны бөліспесем, болашақ деген программаның мәні неде? Ол мен сол не да, просто. Рахмет сізге көп. Қымбатты көрермен, біз сұхбатымызды осымен аяқтаймыз. Келесі сұхбатты күтіңіз.